неге Тасбақа деген сияқты. Тасбақаның бір философиясы бар да. Осы кофеханасы кішкентай дамып, кейін өзіміздің мұхитымызды тапсап, өте тез өсіп кетеміз деген шетелдіктер сұрайды да, сіз сөйлесіп, іздеріңізде не бар деген сияқты, қандай бренд бар. Кореялықтар айтып алады да, бізде Samsung бар, Hyundai бар деп та. Японецтер айтады, мысалы, Toyota бар дейді, американецтер Apple, Facebook бар деуі мүмкін. 5-10 жылдың ішінде бізде сондай брендтер пайда болуы мүмкін. Бізде маркетинг деген, біз оған шыны керек қатты көңіл бөлген жоқпыз. Бізде 2021 жылға дейін бізде маркетолог болған жоқ. Кәсіпті дамытудағы ниетіңіз бен мақсатыңыз қандай? Қазір брендті не осы Мастер кофені жалпы? Инновациялық өнімдерді шығару, мықты сервис беру арқылы кофе мәдениетін дамыту. Бағанағы сіздің 11 жылдық тәжірибеңіз бар. Сол 11 жылдың ішінде сіздің андай ең бір құнды бір сабақ алдыңыз бір? Кез келген істеген істі дұрыс жасау, иә. Соңына дейін жасау, және де жақсы жасау, порядочность дейді ғой орысша. Бұл өте маңызды, жеке өмірде де, бизнесте болсын. Биіктен ой тастайтын әкейін өз ағайын. Сәлем достар, сіздермен Ағайын подкасты. Сіздермен тағы да жолыққанымызға қатты қуаныштымыз. Бүгін бізде қонақ Саят Данияров ағамыз. Аға, өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберсеңіз. Бәріне сәлем достар, шақырғандарыңызға рахмет. Мен алғашқы подкасттың негізінде тоже дебют істер секілді, осы студия секілді. Жасым 32-де, Ақмола облысының тумасымын, үйленгенмін, 2 балам бар. 2014-тен бері бизнеста, нақтырақ айтқанда, кофе мәдениетін дамытып келеміз. Бізде кофе қору, және де кофеханалар ашу, кофеханалар желісі бар, Мастер кофе деген. Сонымен серіктестерімізбен, партнерлармен айналысып келеміз. 2014-те Мастер кофе ашылды. Сіз основатель. Негізін қалаушылардың біреуі, иә. Бізде бірнеше партнер бар. Ең бірінші Ернат, сол екеуміз ашқанбыз, кейін тағы да қосылды адамдар. Ол кезде жасым 21-де, 22-ке жаңа ғана толған кезім. Университет оқыған кезде жаңағы мен жалпы финансовый оқығам, қаржы саласында. Практика өтіп, банкқа жұмысқа кірдім. Сонда соңғы курста практика өтіп, сол жақта қалдым. 1 жылда істеп, кейін 1 жылдан кейін жаңағыдай бел будық та тәуекелге, бизнес бастауға. Вот қысқаша солай. Күшті. Жалпы студенттік шаққа кетіп қалдық қой. Зайд сұрақтан бастай берейік енді дәл. Бізде жастар енді көбісі негізі бизнесқа қызығады ғой. Бизнес ашуға тырысады. Сізде де сол кезде андай жастық шақтың несі болды ма? Андай бұдан басқа затпен айналысу керек, бизнес ашу керек дегеннен кейін пайда болған идея ғой. Негізінде бұл қалай болды? Жалпы оқып жүрген кезде мен ойғым, ой болған жоқ бизнесқа кету деген. Негізінде шетелге кеткім келген, оқу бітіріп, 1-2 жыл жұмыс істеп келіп, немесе университетке түсіп, бірақ та жаңағыдай тіл білмедім ол кезде дұрыс та, ағылшын тілін тағы да бір себептер болып, қаржы жағдайға байланысты кете алмадым. Мысалы универде оқып жүрген кезде work and travel бару керек болған, оған да болмай қалып. Сондай негізінен бір не болған, мақсатты барып келу деген. Бірақ универде оқып жүрген кезде соңғы курсында жалпы енді қарайсың ғой, не болып жатыр, зерттейсің. Көп адамдар бастаған кезде яғни әлемді өзгертемін деп, істеймін деп ашпайды ғой көбінесе. Жалпы өзінің белгілі бір материалдық жағында жабуға тырысады. Жақсы үйде тұрғысы келеді, жақсы машина жүргісі келеді, әке-шешесіне жағдай жасағысы келеді деген сияқты. Егер сондай оймен бастамыз. Ол үшін ол кезде енді менің сол кездегі ойым бойынша бірнеше жол болды. Біріншісі шетелдік компанияда істеу, иностранный компанияда. Бірақ оған тәжірибе керек, тіл білу керек, мықты университеттерді бітіру керексің деген сияқты. Екіншісі бір нацкомпанияларға кіру, иә. Ол жақта да енді оңай емес. Таныс керек, анау керек деп одан бөлек жаспыз оны. Мен есімде әлі. Соңғы курста бір 40-50 шақты резюме распечатка жасап, тастағам. Үлкен компанияларға бардым, иностранный компания. Частныйларда. Соның ішінде біреу ғана звондап, Blizzard деген бар ғой кезде купонатор болған. Чоко сияқты соларға шақырған. Қалған ешкім звондамайды.
үшінші жол жаңағы ол кәсіп деген енді кішкене оларға қарағанда андай қызық қой бір жағынан, және де ол тәжірибесіз, қатты бір үлкен бір несіз де айтсам екен, білімсіз бастап кете беруге болатын түрі. Сондай ой болған, бірақ нақты кофе саласы екен дегенде оны кейін жаңағы Ернатпен танысып сол кезде іздей бастадық бизнес идея. Ең бірінші қай жерде таныстық, Books and Coffee деген кітапхана бар, шақты кофехана, кітапхана, ана неде Уәлиханова Кеңсарда. Сол кезде суббота күндері спикинг алып болады. Ағылшынды былай оқып жүреміз енді, reading, writing былай IELTS-қа дайындалып жүрмін ол кезде. Спикинг деген ең қиын ғой, барьер бар деген сияқты. Сол кезде келеміз, суббота күні әртүрлі адамдар келеді, 9-дан 12-ге дейін ба сондай болады, немесе 10-нан 12-ге дейін сөйлесеміз, танысамыз. Бір-екі иностранец келеді, жаңа американское посольство. Сол кезде таныстық. Ернат ол кезде болашақпен түскен, ол бірақ госслужбада істеп жүрді, мемлекеттік қызметте. Мен жаңа банкта істеп жүрдім. Солай танысып, кейін жаңағыдай осындай әртүрлі болады ғой өмірде қызықты нелер. Ол болашақпен түсіп, бірақ белгілі бір себептермен оны жұмыстан жібермей, ол түсе алмай қалды, хотя болған грант жаңып кетті. Мен IELTS тапсырдым, ол кезде 6,5 ба сонда алдым. Бірақ ол кезде болашақта андай өзгерістер болды ғой, кезіндегідей бакалаврдан біткеннен кейін түсе алмайсың магистратураға, 2 жыл опыт керек деген шықты. Сосын енді сол үшін жұмысқа кіріп жаңағы істеп жүрдік, заодно болып жүрдік, қандай бизнес идея бар деп. Ең бірінші идея жаңағы хостел ашу болды. Неге хостел? Себебі экспо келе жатты, 3 жыл қалды экспоға, көп жаңағыдай ой болды, туристтар келеді деген сияқты, жарнама жүрді, қаншама туристтар келеді, Астана адам көбейеді деген сияқты. Сол үшін бірақ қарап көп адамдар жаңағыдай өзінің пәтерін жалға бергісі келмейді да, хостелға сен бір бөлмеде 10-20 адам мүмкін. Бай қарап риск жағынан да кейін запаста ақша болу керек қой. Оның аренда қымбат, сосын бүйтіп қарап кішкене оған қарағанда тәуекел төмендеу, бірақ вложение жағынан да чуть аздау. Жаңа кофе таңдадық. Кофе дегенде біз ең бірінші нүктеміз Иманова Жұбанова көшесінде, каток жанында да. Мына жағында казы, мен өзім казыда оқым, сол жақын жерде 7 квадрат болды. Осы правойдағы Жұбанова, иә? Ана бизнес-центр Қайнарда. Біз өзіміз іздеп, бір ай ремонт істедік, өзіміз краскалап, бояп, бүйтіп 7 квадрат қана, островок, отыратын орын жоқ, кіресің, алып кетесің. Ең бірінші неге бір почти $1 миллион кетті, жалпы первый капитал. 2014-те $1 миллион деген жақсы ақша ғой негізі ол кезде. Ол кезде енді біз үшін енді почти өте жақсы ақша болды. Жалпы жинап тергеніміздің бәрін соған сатып төгіп, банкта жаңа істеп жүрген кезде бір жылда істедім ғой, жаңағыдай практика өттім, ұсыныс болды, кіресің ба деп, жарты жылдай консультант болып істедім. Консультант деген Каспий гид сияқты күтіп алады ғой, адамды сондай, бірақ кішкене функционалы кеңірек, консультация бересің, жаңағы платеждар жасауға көмектесесің деген сияқты. Сондай жарты жылдан кейін менеджер болып істедім, менеджер по продажам деген, депозиттар ашады, кредиттер береді, безаловый, сондай. Істеп жүріп бір жылдай кішкене жаңағы тиын жинап, соған жаңағы қосылып сөйтіп жаңағы ашуға бел будық. Орынды да бірақ ұзақ іздедік, 3 айдай ма орын іздедік. Ең қызық нәрселердің бірі, бізде орын жоқ әлі, біз бірақ кофе машина сатып алып қойдық. Әлі де қызық. Жайда адамдар бірінші помещение іздейді ғой, помещение алып, кейін оборудование аламыз. Жаңа бір миллионның жартысындай 500 мың теңгеге жартысы кофе машина кеткен. Және де ол кейін жарты жылдан кейін білдік, кішкене профессиональный емес, сәйкес келмейтін машина екен да, кофе машина. Кейін оны ауыстырып басқасын алуға тура келді. Сонда бас кезде сондай өзінің бір қызықты қателіктер болып деуге болады. Ең бірінші ашылды, точка бар, андай болады ғой, көбіне қазір көретініміз бизнес ашатындарда түнде ұйықтамайды, өздері уборка жасап жүреді дегендей. Сол кезде тоже сондай орнасыз сіздерде? Ең бірінші енді өзің несің ғой, универсальный ғой, бәрін өзің істейсің. Өзің уборщик, өзің бариста, өзің заттарды алып келесің закуп, өзің налогтар төлейсің, отчет тапсырасың, бәрін өзің істейсің. Және бас кезінде біз
екеуміз сменаға шығып жүретінбіз, кішкентай жер 7-8 км, бірақ екеуміз шығып жүреміз. солай кетті 2 аптадай істедік, демалыссыз, таңғы 8-ден кешкі сол 10-ға дейін, жабылғанша 11 болады. Сосын бірақ 2 аптадан кейін неге жүрміз екеуміз кішкентай жер, бір-бірден шайық деп сөйтіп бір-бірден шығып солай үйрендік. Өйткені ол кезде бас кезде ең басты проблема сенде не ғой, сату болу керек та, чекті адамдар болу керек та, адамдар қайтып келу керек. Маркетинг, басқа нәрселер көп ойламайсың. Ең бастысы продажа болу, чтобы сен ертеңгі күнге хотя бы закуп жасауға да сүт алу керексің, кофе алу керексің, стакан алу керексің деген сияқты. Сонымен боласың. Бас кезінде бірнеше ай сонымен хотя бы нөлге шығып, точка безубыточности ары қарай өсе беру. Ол кезде минусқа шыққан кездер болды ма? Біз бір айдай минуста істедік деуге болады негізі. Ең басында. Иә. Бірақ бізде аренда төмен, және де өзіміз істедік қой, былай қарасаң енді зарплата төлемейсің деген сияқты. Сондықтан бізде точка безубыточности төмен болды. Бірақ күніне 2200 теңге, 3000 теңге істеген күндер болды, выручка. Ол кезде бірақ кофенің ақшасы құнды. Ол кезде кофе қанша тұрды? Ол кезде кофе эспрессо 250 теңге тұрды, американо 300, капучино 350. Қазіргі аранда где-то 3 еседей арзан тұрды ғой. Арзандау, себестоимості төмендеу, бірақ та енді қалай айтсам екен, орналасқан жеріміз правый берегте, ол жақта көбі түсінбейді кофені. Келеді да 3 в 1 сұрайды, немесе менюдан көреді бағаның ең арзан түрін. Эспрессо беріңізші деп айтады да 250 теңге. Біз түсіндіреміз. Одан да 50 теңге қосып 300 теңге америкадан аламыз да кипятокпен. Сонда деген солай түсіндіріп, өйткені бере салсаң болған ондай жағдай бар. Ана алады кішкентай 30 мл, бұл не деп ішіп көреді, іше алмайды. Адамдарда анда ұнамайды деген сияқты негатив болады, сондай мәскеуде. Бірақ енді қазір құдайға шүкір ондай адамдар кофені американо, капучино екенін білмейтін адамдар күннен күнге азайып келе жатыр. Көбі біледі, жастар біледі, үлкендер де біледі. Кофе мәдениеті сол 10-11 жыл болды ғой, биыл оған қарағанда қатты дамып кетті. Оған бізден бөлек біздің басқа да әріптестеріміз де бәрі атсалысып жатыр. 2004-те көп болмаған сияқты негізі кофейнялар. Жалпы қазақтарға ол кезде андай кофе деген жат дүние болды ғой. Андай не болмады ма, риск болмады ма, ол кісілер түсінбейді дегендей. Әлі де айтады негізі, біз қазақтар әлі шай ішетін ел деген сияқты да. Андай бар. Риск болды әрине, бірақ енді ол кофе деген біз енді қарап, зерттеп, ол кезде зерттейтін интернеттен қарайсың, YouTube бар. Жалпы көрші елдерді қараймыз. Ол қандай Европа жақын, Ресей, Украина. Ол жақты қатты дамып кеткен. Кофе мәдениеті, жалпы кофе деген андай өсіп келе жатқан нарық болды да. Айтады ғой, сол үшін ол бізге кейбір бас кезде қателіктерді кешіріп беруге болады. Өйткені нарық өсіп келе жатыр. Сонда рынокта жұмыс істеу. Жаңа сіз айтқандай, конкуренция, бәсекелестік аздау болды. Үлкен сеттерден бұрын мүмкін кофе бум болды. Ескі бір-екі карамель, бон деген эспрессо бар болған шығар. Қазір сіздер білетін көп кофеханалар желісі болған жоқ. Біз негізі сондықтан қараған кезде көбінесе шетелдік компаниялар қарап, мысалы кофе лайк, Россиядағы Яша Будинов, содан бірдеңе үйренетінбіз, система лояльности дейді ғой, жетінші стакан тегін содан алып, анадан қарап сөйтіп қарадық. Біздің жақта ондай болған жоқ та, кейстер қарап үйренеді. И формат бізде оңай болды. Кофе тігу, бумажный стакан, тез жасап беру, тез беру деген сияқты. Күшті. Менде бір өзіңізге сұрақ, андай қойғым келетін, көп айтамын шы балаларға арасында. Мен кофе жақсы көремін, бірақ андай кофе менді өзімді ояту үшін ішеді ғой көбіне адамдар. Бірақ мен кофе ішкеннен наоборот одан сайын шөлдеп ұйқым келеді. И андай топлес бар ғой. Сондай топлеста андай зат айтады да, кофе ішкеннен кейін адам 20 минут мызғып алу керек деді. 10-20 минуттай. И білмеген жерде бір гормондар ма, бірдеңке вырабатывается, и ұйықтағаннан кейін сен уже бодр болып тұрасың кофеден кейін. Жалпы қалай дұрыс ішу керек кофе? Негізі ондай ұйықтауға мүмкіндік жоқ та көп адамда. Жалпы ғалымдардың айтуы бойынша негізінде кофе ішкеннен кейін жаңағыдай 15-20 минуттан кейін ұйықтап алу емес, одан 10 минуттан кейін су ішіп алу керек негізінде. Сол кезде жаңағыдай кейбір адамдарда болатын эффект бар, керісінше ұйқысы келетін, сол эффектті кетіреді. Керісінше жаңағыдай
басқаша әсер болады. Сол үшін су ішкен дұрыс. Эспрессоға байқасаңыздар, су береді ғой. сразу су Кішкене сразу береді, бірден ішеді, кейін ішеді. Соның дұрыс. Ұйықтап алу дегенді шыны керек, ондай естімеппін әлі. Және де қай уақытта ішкеніңізге байланысты көп айтады. Түске дейін ішкен дұрыс деп негізінде. Ішкен түстен кейін басқаша адамда процессорлар организмде биоритмда деген сияқты. Бірақ түстен кейін 3 рет, 4 рет, 5 рет ішетін адамдар да бар. Бірақ көп ішпейтін кофе адамдар айына 1 рет или аптасына немесе 1 рет шықпаса болды, олар ұйықтай алмайды да. Себебі организм үйренбеген. Менің таныстарым бар. Айтады, ішіп алғам, сол түні ұйықтай алмадым деп. Ал біз мысалы үйреніп қалған организм кешкі 10-да ішіп барып жатсам ұйықтап қаласың. Сол үшін сондай. Әр адамның организмі әртүрлі ғой. Және де кофенің әрине түрлері бар. Арабика, робуста деген сияқты. Робуста мысалы кофеин есе көбірек. Ол жаңағыдай эффекті бодрящий көбірек болады. Бірақ ол кішкене дәмі де қаттырақ. Және де метод степень обжарки болады да. Және де способ приготовления тәсілдері. Мысалы фильтр кофе болады ғой, который капельный кофеваркамен, ол жақта кофеин көбірек болады. Мысалы кейбір түрлерінде кофеин азырақ деген сияқты. Соның өзінде әртүрлі факторлар бар, әсер етеді. Байқағанымша адамдар өздеріне қарай, мысалы бір кофені ішеді, оған ол ұнамай қалуы мүмкін, басқасын көреді, сол ұнап, әрдайым негізі сол кофені ішіп жүреді. Байқағанымша. Жаңа айтып отқандай, көбіне андай ашылуы ұнайды, көбіне тәттірегі ұнайды дегенде әртүрлі адамдарда. Негізі әртүрлі адамның несі әртүрлі ғой. Бірақ жалпы адам ұнап қалған нәрсесін ішіп жүреді. Кейін бәрібір де өзінің бір эволюциясы бар. Өтеді. Бас кезінде латтеден бастайды көбі еспен, кейін капучиноға өтеді, кішкене дәмі кофе көбірек сезілетін. Кейін американоға өтеді с молоком. Қара американоға өтеді, кейін фильтрға өтуі мүмкін. Сондай өзінің бір несі бар. Кейбір адамдар керісінше іше алмайтын бір қара, олар сүтпен қосатын әртүрлі түрлерін жүруі мүмкін. Мысалы бір күні мынандай сироппен ішеді, раф ішеді, авторский ішеді деген сияқты сондай. Соған байланысты біз әртүрлі мысалы сезон сайын, мысалы қазір көктемгі меню болады бізде, соңына 2 рет аз дегенде жаңа меню өзгертіп отырамыз. Жаңағыдай сусындар шығады, адамдар жаңағыдай бір нәрсе үйреніп қалып жалынып қалмас үшін жалықпайтындай. Классика қала береді, әрине, эспрессо, американо, капучино, латте, там мокко, макачино, да, горячий шоколад дегенде. И холодный там 1-2 түрі бар. Фрапучино, айс капучино дегенде. Андай түрлері ауыса береді. Модаға байланысты мысалы матча дегенде қас популярный. Карақ чай мысалы біз сол ораза кезінде енгіздік менюға, өйткені сұраныс болып адамдарда. Сондай. Жалпы енді бренд қой негізі. Бизнес болсын, любой зат болсын бренд. И мастер кофедағы лого, черепашка, ол изначально болды ма, және оның тарихы қалай пайда болды? Ол жалпы болған жоқ. Ең бірінші біздің логотип мастер кофе деген жазу түрінде болды. Егер білсеңіздер, бізде негізі 2 бағыт бар. Біреу кофеханалар желісі, оны 2020-дан бастап жаңа франшиза, былай қатты соған көңіл бөліп дамытып жатырмыз. 2022-ден бастап франшиза арқылы дамытып жатырмыз. Бізде жаңағыдай сауда бар. Сауда дегенде обжарка кофе цех бар. Біз басқа мекемелерге кофе апарамыз, кофе машина, кофе молка дейді. Жаңа үйретеміз, школа бариста бар бізде. Сонымен айналысамыз. Негізі кезінде бір логотипі бір болған. Кейін біз 2020 жылы жаңа ең бірінші Меган жанындағы үлкен форматтағы алғашқы точкамызды ашқан кезде ол үшін арнайы логотип жасадық. Тоже патент алдық оған. Ол бір төгіліп тұрған капучиноның не сияқты болды, ыдыстағы сондай түрде болды. Олмен 2 жылдай болдық ол жаңа логотиппен бізде 2 точка болғанға дейін болдық. Сол Меган жанында және Каскадта 2022 жылы біз ребрендинг жасадық. Жаңа таспақа пайда болды. Неге? Өйткені жаңағы алдындағы логотип көп кофеханаларда байқасаңыз логотиптер ұқсайды түрлеріне. Андай базовый, банальный дейді ғой. Жаңа стакан сурет тұрады, кофе сурет тұрады, сондай. Кішкене адам несін сақтау үшін, біріншіден, екіншіден бір мәні болу үшін, бір философиясы болу үшін. Сол үшін таспаға таңдадық, ол есте сақталады, астанамды көреді. Сұрақ туындайды, сіздікіне неге таспақа деген сияқты. Таспақанда бір философиясы бар да осының. Және де оны біз бас кезінде өзіміз әдейі істемеген, кейін бір шыққан өзінің бір мағыналары бар. Біз ойлаған кезде жалпы таспақа деген қандай
негізі су тасбақасы, иә, ол құрықта да жүре алады және теңізде де жүре алады деген сияқты. Құрықта ақырын жүріп теңізге өзінің теңізін тапса өте тез жүзіп кетеді. Сол сияқты біз кофеханаға кішкентай дамып кейін өзіміздің мұхитымызды тапсақ өте тез өсіп кетеміз деген сондай неге да болашаққа. Екіншіден тасбақа деген андай орысша айтқанда енді мудрый дейді ғой, надежный, сондай өзі мағыналар бар да, адамдарда ұзақ өмір сүреді жаста, сондай мағынасы бар. Және де тағы бір андай не, жалпы кезінен бастап мастер кофе болдық қой, жаңағы мультфильм бар ғой, кунг-фу панда, сонда мастер бар ғой, мастер Уэй деген. Сонымен де кейбіреулер аналогия жасайды да, вот сол бар ма деген сияқты, кейбір адамдар шығара береді сондай. Жалпы бастапқы мағынасы жаңағыдай болған. Өзінің теңізін табу, Өзінің мұхитын табу, ұзақ брендқа айналу, кейін 50-100-200 жыл біз мысалы болмаған өзінде де әрі қарай дамып өсе беретін сондай айналу. Себебі бізде қазақстандық брендтер өте аз ғой, ондай әлемдік деңгейге шыққан. Мысалы шетелге барсаң, кейбіреулерде шетелдіктер сұрайды да, сіз сөйлесіп сіздеріңізде не бар деген сияқты, қандай бренд бар. Мысалы кореялықтар айтып алады да, бізде Samsung бар, Hyundai бар деп та. Японецтер айтады, мысалы Toyota бар дейді, американецтер Apple, Facebook бар деуі мүмкін. Тағы біреу ойланасың, не деп айтуға болады деген сияқты. Қазақстан шоколад деп айтайын десең біртүрлі, оны да білмейді. Сол үшін негізінен соңғы жылдары енді көп кәсіпкерлер жалпы IT стартаптар да шығып жатыр ғой әлемдік деңгейге. Сондықтан меніңше бір келесі 5-10 жылдың ішінде бізде сондай брендтер пайда болуы мүмкін. IT ғана емес, офлайнда жұмыс істейтіндей бір нелер, сондай компания бар. Мұнай, газ ондай емес, жаңағыдай бір шикізат сататын. Жалпы қандай да бір жаңағыдай құндылық, создающий ценность дейді ғой, құндылық бар жасайтын сондай әлемдік брендтер. Мысалы қазір Happy Cake шығып жатыр, иә, ақш-қа шықты деген сияқты. Тағы шығып жатыр, иә, Америкада шығып, тағы үміт ашып жатыр. То есть ол өте жақсы да, біз сияқты адамдарға да көрсетті, біз сияқты кәсіпкерлерге жастау болады екен, шетелде ашу деген сияқты. Бізден кейін келе жатқандарға да үлгі болады да, үйреніп қорықпай деген сияқты. Өйткені бір әрине ол үшін біз бірінші өзіміздің бір ауданда бірінші чемпион болу керексің, қалада чемпион болу керексің, мемлекетте кейін шығу керек. Сондай жалпы. Біз бірақ Ташкентте осы 1 сәуір күні ашайын деп жатырмыз, 1 точкасы официально. Бірінші шетелдегі точка. Бұл бірінші болып саналады, халықаралық. Бұл жақта бір партнер бар, жалпы қазақ, сол жаққа көшіп кеткен. Вот сол енді жаңағыда айтқан сияқты әлі бүкіл Қазақстан қалаларында жоқ біз әлі. Қазір не бар? Қостанай қаласында жүріп жатыр, құрылыс, Оралда жүріп жатыр, Көкшетауда бұйырса болады деген сияқты. Тағы енді мүмкіндік болғасын енді оны уақыт жоғалтпай көрейік деп жатырмыз да. Ташкентте ол кухнясы жоқ, экспресс формат, спешл тек кофехана ретінде. Ташкенттің жақсы көшелерінің бірінде сол бұйырса Ташкентке барсаңыздар. Негізі сіздің мана Саид күткендей, сіздің логотипіңізде кофенің логотипі тасбақа болуы, Саид күткендей басқа кофенялардан ерекшелену. Негізі шынымен де солай. Өтіп жатқанда мастер кофені көргенде, естігенде всегда сұрақ туындайтын еді, неге тасбақа дейтін. Тағы бір ерекшелігіңіз бар сіздің кофенялардың, ол да бір сұрақ туындырады. Всегда көргенде, кірер алдында өтіп жатқанда да ойлайтын едім, неге ашылу уақыты 7:14, 8:14 деп басталады ашылу уақыты кофенялардың? Неге 7:00 емес па? Неге 7:00 емес? Ол негізінен тасбақадан кейінгі екінші сұрақ қой, рейтинг бойынша. Популяр. Неге дегенде, біз ол кезден оңғай негізінде. Философия жоқ па? 7-ге жетіп асқанда 14 деп па? Жоқ, 2014 жылы ашылдық қой. Сол себепті 7-14. Өйткені біз оған 8-де істегенбіз бас кезінде жұмыс. Бірақ 8-де кейбір адамдар үшін тым кеш болды да. Жұмыстар 8-де басталатын адамдар үлгермейді, біз алып қаламыз дегенде. 7-де ашылайын деп болады 7-де. Бірақ 7 деген, жай 7:00 деген жаңағыдай есте сақталмайды да. Сол үшін біз ойладық 7:14 деген 7:30 деген болды тағы бір вариант. 7:30 ашу. Сосын бір арасын таңдап 7:14 деген сияқты ашайық деп. Біз емес, жалпы мен ғана емес, ол біздің жаңағы партнер, біздің команда бар ғой, топ менеджмент тұрса бар. Сонда идея айтып, негізі біз қолдап істейміз. Мысалы тасбақаны да біздің ұсынған, именно тасбақа болсын деп ұсынған
бір тоже біздің бізбен бірге 2006-тан бері істеп келе жатқан қыз командада қазір дамыту бойынша директор по развитию баристадан бастаған. Сондай адамдар ұсынады. Бүкіл путта жүр ма сіздермен бірге? Бізде ондай 2016-17-тен 18-ден келе жатқан бар адамдар. Жаңағыдай хот-дог жасап бастағандар бар. Қазір мысалы финансовый директорына бізде компания бариста болған. Егер адам өзін көрсетіп, жалпы істеген ісін ұнатып істесе, әрине өсуге болады компанияда. Сіз бағана айтып қалыпсыз specialty кофе деп. Сол туралы сұрағымыз келеді. Жалпы мастер кофеде сол specialty кофемен танылады ғой. Сол үшін бізден де сұрақ, негізі өзіміз де қатты білмейміз, сізден сұрағымыз келіп тұр. Осы класс-основатель ретінде specialty кофе деген не ол? Specialty кофе деген жалпы одан бұрын айта кетсек, кофе мәдениетінің дамуы жалпы. Жаңағыдай натуральный кофе деген негізінен өзінің бір жаңағыдай этаптары бар. Ең бірінші кофейная волна дейді ғой, толқындар әртүрлі. Мысалы кофейня первой волны дейді, кофейня второй, кофейня третий, қазір четвертый волна дегенде бар. Бірінші жаңағы толқын өткен ғасырдың 20-30 жылдары бастаған, оны Италия уақытта бастаған. Олар ең бірінші кофе машина алып тапқан, жаңағыдай заварочный группасына патент жасаған. Сол кезде көп адамдар кофе іше бастаған. Кейін екінші этап, вторая волна деген, ол Starbucks кезінде ең бір сондай әйгілі нелердің бірі Starbucks болып келеді, компаниялардың бірі. Говард Шульц Италияға барып көреді ғой, эспрессо барып ұнатып қалып, Америкаға әкеп сондай арман болады ашу. Жұмыстан кетіп, инвестор іздеп дамыта бастайды. Ол өткен ғасырдың 70-ші жылдары. Үшінші волна деген 2000 жылдың бас кезінде басталады. Екінші жаңағы этап қандай айырмашылығы бар, ол кезде көбінесе адамдар сүтпен іше бастайды кофені өзімен бірге көшеде жүреді, жаңағы стакандармен жүреді деген сияқты сондай коммерция жағынан дамып кеткен, масштаб жағынан. Үшінші жаңағы этап ол кезде қара кофеға акцент жасайды. 2000 жылдарда. Иә, 2000 жылдың бас кезінде және қара кофенің сапасына және де жаңағыдай кейбір specialty кофейнялар бар. Сол кезде ашылған олар жаңағы тамақ та сатпауы мүмкін, тек қана кофе түрлерін сатады. Және де кофе машина арқылы жасайтын жаңағы классика түрлері ғана емес, альтернативті түрлер дейді ғой. Chemex, воронка, аэропресс, білесіздер ғой сондай түрлерін. Қара кофеден дәмін максимально шығару үшін сондай кофеин энтузиасттар пайда болды. Және де обжарканың түріне кофе дәндерін қалай таңдау керек деген сияқты. Соған жаңағы сол кезде көп кофейнялар жаңағы specialty кофейн деп аталады, кофейн третий волна. Біз негізі ашқан кезде жаңағы бас кезінде біз кофе to go болып ашылдық қой. Жаңағы ол кезде коммерция болды. 20-шы жылдан бастап біз форматты өзгертіп, specialty бағытына көп жұмыс жасай бастадық. Бірақ бізде таза specialty деп айта алмаймыз. Неге? Жаңа айтқанда таза specialty деген олар кейбір кухня қоймайды мысалы, да шай да сатпауы мүмкін, құр кофе ғана. Ол біздің нарықта өте қиын да. Біз оны Қазақстан нарығына кішкене адаптация жасадық. Және де таза specialty бар, кейде өте қымбат кофе түрлерін қолдану мүмкін. Ол жағынан мысалы, және де масштабированияға келмейді кішкене. Мысалы қазір specialty кофейнялар бар, әлемдік белгілер бірнешеу, мысалы Blue Bottle бар, арабика бар, процент арабиктен көрген шығарсыздар. Орда әлем бойынша мысалы 100-150 максимум 200 точкалар бар әлем бойынша. Жаңағы Starbucks, Коста сияқты сайттарда мысалы 20-30 мыңға дейін жетеді. Ал бізге тек қана бір қалада бір точка, екі кофехана емес, өсу керек болды да әлемге таныту. Сол үшін біз кішкене сондай specialty'міз деп қатты айта алмаймыз, specialty кофеміз. Бірақ негізінен қолданатын біздің жаңағы кофеміз сапасы, кофе машиналар, жаңағыдай кофе молка бәрі негізінен specialty'ға сәйкес келеді. Өйткені мысалы жай кофейняда мысалы островоктарда 1,5-2 миллион кофе машинасы тұрса, бізде 7 миллиондікі тұрады, 7,5 миллион. Астория шторм деген ол әлемдік бариста чемпионатында қолданатын кофе машина. Басқаларда кофе молка жаңағы ұнтақтағыш 400-500 теңге тұрса, біздікі 1,2 миллион тұрады. Олардың жаңағы 1 килограмм кофесі 6-7 мың теңге тұрса, бағасы. Біздікі мысалы бізді көрсеңіз сайттан да біз қолданатын кофе 13-14 мыңға дейін барады. 10 мыңнан басталады кофе. Мысалы 6 мың теңгенің кофесін сіз қолданасыз, мысалы 10 мың теңге. Бірақ біздің сататын бағамыз жаңағы соңғы продукт конечный бағасы екі есе емес қой, қымбат. Кейбір
орташа және ортадан кішкене жоғары 100-150 теңгеге айырмашылық болуы мүмкін. Сондай сапалы затты кішкене адамдарға доступный баға сатуға тырысамыз. Сонда сіз айтқаныңыздай спешалти кофе деп шыққан қатты невыгодно, да, осы Қазақстанда. И сонда ол қазақтардың жалпы әлі ондай кофе ішуге дайын емес деп айтқыңыз келе ме сонда? Жоқ, олай емес. Соңғы жылдары айтқандай кофе ішетін адамдар саны көбейіп жатыр. Спешалти кофейнялар бар, жоқ емес. Астанада да бар, Алматыда да бар. Жақсы, бізбен бірге дамытып келе жатқан бар. Бірақ айтқандай, орда көбінесе бір қалада бір точка, екі нүкте үшеу болуы мүмкін максимум. Өйткені оны жаңағы масштаб жасау қиын. Сіз кофе жақсы қымбат кофе сатасыз, чашкаңыз жаңағы бір стакан 2000 теңге тұруы мүмкін. Басқа кофейняларда 1000 теңге тұрса, сізде 2000 тұруы мүмкін деген сияқты. Бірақ аз сатасыз, бірақ қымбат сатасыз деген сияқты. Сондай модель кішкене басқаша. То есть негізінде спешалти кофейнялар бар, дамып келе жатыр. Бірақ біз енді оны спешалтиді сапа жағынан спешалтиға ұмтыламыз. Жалпы спешалти кофе деген жеріне ол әлемдік СКА деген организация бар, Specialty Coffee Association деген. Кезінде екеу болған, америкалық және де еуропалық. Кейін бірігіп, қазір біреу. Олар әр кофеға баға қояды. Жаңағы фермадан келген кезде капинг жасайды, профессиональный дегустация. Негізінен 100% максимально 80-ден жоғары спешалти болып саналады негізінен. Бірақ енді соңғы жылдары кейбіреулер 85-ден де жоғары болу керек деген сияқты ой айтып жатыр, жалпы 80-ден жоғары. Біз қолданатын кофе моносорт сондай. Біз жаңағы сусындар дайындауға сондай кофені қолданамыз. Робуста дегенді қоспаймыз. Робуста деген өйткені арзандау сорт қой. Бағасы арзан, жаңағы несі дәмі кішкене жұмсақ емес, арабика сияқты. Вот сондай. Ол арзандату үшін көбінесе қолданады оны, робуста. Бізде тек қана арабика, жаман сорттар ашылған осы 20-шы жылдан бастап, үлкен формат. Тек қана арабика қолданамыз. Бағас кезінде ой болған, жаңағы карантинға түсіп, біз бірінші ақпан ашылдық қой, официально. 16 наурыз, бір жағынан кейін карантин. Бәрі жалындар дейді, үйден егер кеміз жарты жылдай минусқа жұмыс істеді. Тек кейін тағы бір жарты жылдай қиналып бет сөйтіп, сол кезде ой болған, мүмкін арзандатайық, робуста сатайық деген сияқты сондай. Бірақ істемедіңіздер. Істемей, өзінің жаңағы форматын, концепциясын ұстап қалдық та. Ол жағынан жаңа айтқандай екінші бағыт сауда, жаңа сол жақ кішкене көмектесті. Егер де біздің соңғы ақшамыз болса, сол кезде салған бір бастап келе жатқанда әрине біздің запас жетпеуші еді. Жаңағы ол кезде енді карантин болғанмен ешкім аренданы алып тастамайды. Жасайды кішкене жеңілдіктерді. Бірақ та аренда төлеу керексің, адамдар жалақы төлеу керексің деген сияқты сондай болды. Негізі общепит өте қиын болды ол кездер. Карантин жайлы толығырақ неожиданно было на самом деле. Типа карантин басталып кеткен бәрі. Қалай әсер етті, қалай жұмыс істедіңіздер бір жыл бойы? Бізде ол кезде енді кішкене оңай болғаны, бізде ол кезде екеу болды, екі кофехана. Жаңағы Меганың жанындағы, екеуіне Каскадтағы экспресс алмады. Экспресс Каскадтың жанында оны 21-ші жылы аштық. Карантин болып жатқан әлі, бірақ қатты емес алдындағы. Кейбір адамдарды жаңағыдай уақытша отпусқа жібердік. Кейін олар қайтып шықты жұмысқа. На вынос жасадық доставкамен деген сияқты сондай. Жалпы сауда негізінен жалпы екі бағытта да 90%-ға түсті ғой сауда. Өйткені кофе деген кофехана деген андай продукт емес қой. Шаурма, пицца секілді. Адамдар үйінде отырып заказ бермейді, біріншіден суып қалады. Екіншіден завтрактар келіп адамның андай жағы кофехана келіп сөйлесіп, атмосфераны сезініп сондай жерлер. Сол үшін негізінен кофеханалар қиын болды. Кейбірлері жалып қалғандар болды. Сіздерде ой болды ма жабайық дегендей? Негізінде жалпы карантин кезінде емес, сайт көктен 2004-тен бері басында қиыншылықтар болды. Карантин кезде бар, и осы бір андай бәрін тоқтатып берілейін дейтін сәт болды ма екен? Карантин кезінде де басында да. Карантин кезінде болған ой берілу емес, мүмкін сатайық деген ой болған. Жаңа 21-ші жылға жақын. Именно кофехананы жаңа өткен жаңа айтқандай, сол кезде өзіміздің жиған терген ақшамызды салдық. Жаңа тағы бір жаңа миноритарный партнер болды да, кіші бөлігі бар. Ол да қиналды, біз де қиналдық, ой болған негізі. Өйткені белгісі болды ғой, карантин әлі қанша уақыт болады, қашан жаңағы адамдарға рұқсат береді жүруге деген сияқты сөйтіп ой болған негізі. Бірақ та ойланып сөйтіп білмеймін енді қалай болғанын, әйтеуір шүкір өттік қой ол кезеңнен. Қиыншылық болса да істеп жаңағыдай нелерді қостық, агрегатор барды қостық.
жаңағы доставка жасайтын не арқылы анда кейін рұқсат бере бастады ғой алып кетуге адамдарға есіктер ашып сөйтіп соның арқасында бір жаңағы жалақының бір бөлігін шығарып аренданың бір бөлігін шығарып сөйтіп солай күшті енді ондай болмайтын шығар деп үміттенеміз енді иә алла сақтасын. Так жалпы ондай сәтте өттіңіз. Енді жалпы мысалы болашақ пландарыңызды білгіміз келеді. 5-10 жылда өзіңіздің мастер кофені қалай көресіз? Болашаққа сіздің жоспарларыңыз қандай? жалпы қазір енді 10 жылға деген андай қиын ғой. Жаңа карантиннен кейін жоспар жасау. Кейбіреулер айтады 1 жылға да қиын деген, 1 жыл максимум жасау керек деп. Бірақ біздің өзіміздің стратегиямыз бар 2030 жылға дейін. Өткен жылы жасағам. 5-6 жылға негізінен амбициялық стратегия. Жаңа әлем бойынша әлем көп елдерінде ашылу және 1000 кофеханаға жеткізу. Көбінесе біз франчайзинг моделі бойынша дамып келе жатырмыз. Ең бірінші әрине Қазақстан нарығын әлі көп қалалар бар, біз жоқ. Алматының өзінде бізде 3-ақ қана кофехана, ол жақтың өзінде 20-30-дай ашуға болады мысалы. Қазақстанда 100-ден артық, енді әлемге шығып 25-те қателеспесем. Қазақстанда 24 қазір, 25-ші бұйырса келесі апта ашамыз, Хайвилда ашылып келесі 25-ші. Қазақстанда негізінен франшизаны тоқтатып қойдық. Өткен жылдың соңында тоқтатқанбыз. Біз қазір салып жатқан жаңа нүктелер бар. Сол кезде үлгергендерге адамдар қол қойып франшиза алғандар. Біз андай модель бойынша франшиза сатпаймыз, көбінесе партнер іздейміз, серіктес іздейміз, сондай модель. Сол үшін біз кішкене кейбір жерлерге қарағанда ақырындап келе жатырмық та, тасбақа сияқты. Бірақ өйткені біз өткен жылы 19 нүкте ашқанбыз. Біз үшін тез болды 19-20 нүкте ашу. Бірақ та басқа операциондық процестер жағынан, кадрлар жағынан, стандарттар жағынан кішкене қиын, тез өсу. Сондықтан осы жылы соған көңіл бөліп, кішкене тоқтап, жаңа региондарда енді тоқтамаймыз, ақырын аша береміз. Бірақ бір қалаға бір нүкте, партнерлар жаңағыдай табылып жатса. Жалпы сондай процестермен айналысып жатырмыз. Обучениеда адамдарды сол жаққа көңіл бөліп жатырмыз. Жалпы ертең 1 сәуірде сізде бұйырса точкаңыз ашылады Ташкентте да. Онымен қоса меню өзгереді да. 1 сәуірден бірнеше өзгерістер бар сияқты. 1 сәуірге біз үлгермей жатырмыз. Меню жаңағы не бардың сусындар 5 немесе 10 аралығында өзгереді. Кішкене кештеу. Бірақ бір уже ашып қояды. Ташкентте біз кішкене әр ел, әр қала деуге болады. Мысалы бізде қалаларға байланысты, Семейде, Қарағандыда кішкене біз адаптация жасаймыз. Өйткені Қазақстан әртүрлі қала болғанмен кішкене әртүрлі нарық, әртүрлі. Бір жақта мыналар көбірек өтсе, бір жақ мына жақ кухня жағынан да жаңағы мынандай тамақтар сұрайды. Бір аудиторияны бір қалалар біреуде мынау өтеді деген сияқты, соған байланысты кішкене. Ташкент деген Өзбекстан болғандықтан қолын байланысты өзінің меню бар, кішкене өзгеше бізге қарағанда. Ол жақтың мәдениетін зерттеу керек болды бірінші негізі. Ашпас бұрын. Ол жақта зерттедік, қарадық, серіктестер бар. Ол жақ негізі кофе мәдениеті жалпы Өзбекстандар, Ташкент өте мықты дамып келе жатыр соңғы жылдары. Және де инвестиция жағынан, туризм жағынан да кофеханалар көп ашылып жатыр ол жақта. Өздердікі бар, шетелден кіріп жатыр. Кофе мәдениет жағынан бізден кішкене қалып келе жатыр. 4-5 жылдай деп айтуға болады кішкене. Олар бізден бе? Иә. Бірақ нарықтың потенциалы өте үлкен. Ташкентте көп халық тұрады. Жаңағыдай инвестиция келіп жатыр. Адамдар да үйреніп келе жатыр. Сондықтан біз үшін өте қызықты елдердің бірі. Басқа елдердің де келіп жатыр ұсыныстар, бірақ біз оған әлі дайын кішкене күте тұрып, кейін дайын болған кезде бұйырса ашамыз. Әзірше мақсат Қазақстан қалаларында жаңағы партнерлар табу, Алматы сол. Қалай ойлайсыз жалпы қазақтардың қазір шай мәдениеті ғой, шай ішу. Қалай ойлайсыз қазақтардың осы шайдан кофеға ауыса ала ма? Кофені тұтыну көбейеді ме екен? Толықтай ауысады деп айта алмаймын, неге? Өйткені қанда бар, және де әлі де адамдар көп, шай ішетін адамдар. Кофе деген шайға қарағанда кішкене бағасы да
көп жағдайда қымбаттау болып келеді. Соңғы өткен жылы әсіресе кофенің бағасы нарықта биржада қатты өсті, 60-70%-ға дейін өскен. Доллар да кішкене өсті. Сондықтан кішкене корректировка жасадық, жалпы кофеханалар жасады. Сондықтан бірақ негізінен оның ішетін адамдардың саны жылдан жыл сайын өсіп келе жатыр. Және де бірақ та толықтай өтіп кетеді деп мен енді айта алмаймын да. Мүмкін болашақта бір 10-20 жылдан кейін көруге болады. Соң келесі бір 5-10 жылдың ішінде әлі өтпейтін сияқты. В общем, поколение ауысу керек сияқты. Бізде біздің ата-аналарымыз ол кісілер көбіне енді шай деп нетті ғой. Біз кішкентай кезімізден шай деп. Бірақ именно біз бір 30 жасқа келгенде, 35 жасқа келгенде мүмкін кофені көбірек ішерміз дегендей ой бар. Бірақ даже біздің өзіміз, мен мысалы 19-дамын, біздің өзіміз андай шай ішейік деп тұрамыз ғой кейде жігіттер. Ол андай мен де мысалы шай ішемін кейде. Кейде болады бізде андай облепиховый чай бар, гүлді шай деген әдемі шайлар бар. Күндіз таңертең кофе ішесің, түстен кейін шай ішесің деген сияқты онда тұрған ешнәрсе жоқ. Бар бізде жігіттер жаңағы кейбір бариста бар, күніне 4-5 рет кофе іше беретіндей, андай дәмін мықты біледі деген сияқты ой үйреніп алған. Бірақ біз жаңағы көреміз да әртүрлі жерден кофе ішіп чайды, себебі шай әлі де шайға сұраныс үлкен, сондықтан біз менюда оған да көңіл бөлеміз. Шайдың түрлерін жаңартып отыруға, дәмді қылдыруға деген сияқты. Қазір енді қазақтардың көбісінің кофеде таңдауы ол латте, капучино, раф ішеді ғой в основном. Сіздің ойыңызша осы сіздің кофейнядағы жалпы сіздің ойыңызша бір андай недооцененный кофе мен шайдың түрлері, чтобы посоветовали басқаларға больше ішуге, мынау жақсы солай деп. Негізінен бізде сату бойынша сол бірнеше жыл бойынша капучино номер 1 болып келеді. Бізде ғана емес, ол көп басқа адамдармен сөйлесеміз кофеханаларда. Капучино, латте кетеді, американо кетеді, жаңа қарай кетеді. Недооцененный кофенің түрлері деп айтуға мен өзім мысалы сүтпен, бірақ ішінде кофенің құрамында кофе көп. Flat white ішемін. Flat white өте дәмді. Және де кофенің дәмін сезесіз, сүттің дәмін. Мысалы және де жаңағы адамға ақырын мысалы андай капучино латтеден адаптация өту үшін қара кофеға мүмкін сондай бір арасында flat white болуы мүмкін. Және де фильтр кофе. Фильтр кофе деген оның воронка түрі бар, ол ұзақта дайындалатын жаңағы альтернативті. Және де батч брю деген түрін көрген шығарсыздар, мынандай термостар тұрады. Соны қатты соны жалпы халыққа аудиторияға біз мысалы сәрсенбі деген акция бар, білесіздер, иә? Сәрсенбі күні өте жақсы бағамен сатамыз. Және де өйткені ол таза кофе, ешқандай қоспасыз, сиропсыз, қантсыз, және де Америкаға қарағанда жұмсақ. Планстар бар, американо жаңағыдай крепкий деп айтатындарға күшті кетеді жаңағы фильтр кофе. Және де өте тез термоста тұрады, оны 2-3 сағат сайын дайындап отырады. Осы екеуі деп негізінен айтамын. Жаңағы нелерден басқа, классика түрлерден басқа. Шайларды келсек, өзіме ұнайтын жаңағы цветочный чай деген бар, гүл шай. Ол негізінен түрі де әдемі, түсі де, және де дәмі де ерекше болып келеді, өзімізге ұнайды. Қалғандар енді классика ғой, жаңағы облепиха бар, жеміс жидек деген сияқты сондай. Андай неме отыр ғой, көре тұра білім дамып жатыр да, бір ортаға келіп андай еше түрінде өзім білетін сияқты айтылады. Мен өзім андай бәрін мықты білемін деп айтамын. Біздің жаңағы бірінші бариста бар, шеф баристалар бар. Олар негізінен жақында жаңағы Q-грейдер деген ол жасайын бізге келіп адамдар үйретеді, немесе олар шетелге шығып үйреніп келеді кейде, өзінің несін көтереді, квалификациясын. Олар негізінен кофе жағынан несі өте мықты. Олар кофені бүйтіп өзін жұмып тұрып айтып беріп жатыр сізге, қандай регион екен дегенде, мынау Бразилия, мынау Колумбия, мынау Эфиопия, мынандай обжарка деген сияқты. Кофейный сомелье дейді ғой, сондай жеңге Q-грейдер деп атайды, ондай жаңағы адамдарда сонда деңгейге жеткен үлкен компанияларда, трейдер компаниялар жұмыс істейді. Зеленый кофе келген кезде олар жаңағы оценканы солар жасау керек негізінде. Айттым 80-100 балл деген сияқты сол бойынша. Сондай адамдарды алуға тырысамыз, үйретіп. Көбінесе өзімізден шыққан жаңағы жігіттер, қыздар. Баристадан жаңағыдай неден помощник баристадан өсіп сондай. Енді біреу обжаркаға кетеді, мысалы горизонтальный дейді ғой. Жаңағы қуыру қызық производство. Біреу жаңағы кофеханаға кетеді, управленческий позицияларға кетеді, мүмкін менеджер, жаңағы управляющий деп. Біреу офисқа келеді, мысалы. Шетелге көп шығасыз ба? Именно осы бизнес бойынша.
ондай қатты көп шығамын деп айта алмаймын. Көбінесе Европаның кейбір елдердің. Біздің партнерлар бар ғой, мысалы Италияда бар, Қытайда бар партнерлар, Германияда бар деген сияқты, Испанияда бар. Андай кейбір қандай ел болсын, демалуға барсаң бәрі қарап жүресің, қандай сол елдің жаңағы локальный брендтар бар, международный брендтар бар, кофе барын көресің, сияқты қызық зерттеп. Жалпы біздің мысалы Италия бар кезінде мықты болса, және Европа соңғы кездері оларға қарағанда мысалы осы Азия елдері, Корея, Жапон, Қытай қатты дамып жатыр кофе жағынан. Мысалы кейбір чемпионаттар өткенде де болған кезде жаңағы латарт деген сурет салу бойынша, классика бойынша өте жақсы нәтиже көрсетіп келе жатыр. Кезінде европеецтер бірінші орын ала беретін, қазір азиаттар бұл жағынан білім жағынан мықты. Ол білдіреді біздің қазақтың да адамдары кейін мүмкін қатысып чемпион болады деген сияқты мүмкіндік бар. Егер де болса дамытып, үйретіп, оларды шетелге шығарып көрсетіп сондай жұмыс жасаса. Шетелдік нарықтан сізге үлгі тұтатын бір кофейлер бар ма екен? Жылдың басында әлде қазір әлі күнге шейін де қарап үлгі алатындай шабыттандыратын бір компаниялар. Енді әр компаниядан бірден үйренуге болады, өзінің жаңағыдай плюстары бар дейді ғой. Жаңа айтқан спешалти жағынан, сет жағынан дамып келе жатқан, жаңа айтқандай Blue Bottle бар. Олар өзі минимализм, кофеға жаңа сапасына қатты көңіл бөледі, брендингі мықты, сондай. Біздің мысалы чашка бар, негізінен байқасаңыз, фарфор чашка бар, соларға ұқсайды негізінен кішкене. Біз өйткені кофеханаларда тек қана қағаз стакандарды бермейміз, мынандай мүмкіндік береміз адамға залда отырса. Көп сеттарда былай ғой, тек қана бумажна құйып береді, біз таңдау береміз. Және де екінші жаңағы процент арабика деген, жаңағы арабия елдерінде жақсы дамыған. Олар негізінен сапасы өте жақсы. Адамдарға жаңағы үйретуге, обучение бариста қатты көңіл бөледі. Солардан именно сапа жағынан үйренгіміз келеді. Кейбір дизайн элементтері жағынан қарауға болады. Минимализм дегенде жаңағыдай көп ақшаны ашқан кезде жаңа люстраға, үлкен андай жұмсақ қымбат дивандарға емес, ол ақшаны жаңа барға жұмсауда. Мысалы бізде сондықтан көп инвестицияның көп бөлігі жаңа оборудованияға кетеді. Кофемашина, кофемолка, өйткені ол дәл жаңа кофенің сапасына соңғы продукттың әсер ететіндердің бірі. Соны үйренеміз. Масштаб жағынан әрине үлкен әлемдік брендтер, кофеханалар ғана емес, оны әртүрлі басқаларында үйренуге болады. Мысалы стандарттар жаңағы Макдональдс, қалай мықты жасалған қанша елде бар. Старбакста сол айтуға болады. Плюс-минус көп елдерден бірдей жасайды деген сияқты. Сізде мысалы бір кофехана болса, екеу үшеу бүйтіп ұстап тұрасыз, 5-10-20 болған кезде, 30 болған кезде, оның өзі қиын. Ойлаңыз жаңағыдай 1000-20 болса, ол қаншама еңбек күш энергия кетеді. Сол ұстап тұру, стандарттарды үйрету, тексеріп отыру деген сияқты. Мен сіздің маркетинг туралы сұрағым келіп тұр. Өзім жалпы қате мүмкін, бірақ мен көріп жатқанымды айтамын, көріп жүргенде. Сіз рекламаға қатты мен сізді рекламаны қатты көрген жоқпын, қалада мастер кофеға ең бастысы андай немен жетеді, сарафанный радиомен, басқалардан несі бір рекомендациямен. И мен ойымша сіздерде именно клиенттердің сіздерге деген довериесі мықты. И сол туралы сұрағым келіп тұр. Қалай сол кілті қандай сол довериені клиенттердің? Әрқашан мысалы менен біреу қазір кофе сұрап қалса, мен мастер кофе деп айта аламын, сондай сияқты. Рахмет әрине. Өте ондайды естіген. Бірақ та бізде маркетинг деген, біз оған шыны керек қатты көңіл бөлген жоқпыз. Бізде 2021 жылға дейін бізде маркетолог болған жоқ. Өзіміз маркетолог болдық. Рекламада да SMM жүргізетін болды бір адам. Оған дейін өзіміз жүргізетінбіз, Инстаграм. 22 жылға дейін бізде HR болған жоқ, HR әлде болған жоқ. Өзіміз HR болдық деген сияқты. Бәрін өзім собеседование өткіземіз жаңа. 7 жыл почти, өздеріңіз? Иә. Маркетингті біз енді соңғы 1-2 жылда ғана более системный жаңа подход жасап жатырмыз. Бізде отдел бар, жаңа директор по маркетингу бар, қазір SMM специалисттер бар, дизайнер бар, кім бар, видеограф бар деген сияқты көңіл бөліп жатыр. Және де маркетинг бюджетті көбейтіп жатырмыз. Осы жақында біз енді слет болған франчайзи, сол кезде шешіп, қазір именно осы
2025-те маркетингтік бюджетті өткен жылмен салыстырғанда жаңағы 2 еседен көп жасағымыз келеді, үлкейтіп. Және де алдында жасалмаған каналдар арқылы реклама жасау. Тек қана жаңағыдай неде ғана емес, Инстаграм, ТикТок, там соцсет, ютубта ғана емес, жаңағыдай далада да әртүрлі не жасау, иә, шаралар жасау деген сияқты әртүрлі платформаларда жасау. Соған негізінен жұмыс істейміз биыл. Даже сіздің не істеу, бір меню шығармас бұрын, кофе шығармас бұрын дегустацияны істейсіз, и клиенттерді шақырады, чтобы дегустация жасауға, да? Кейде болады, кейде шақырамыз. Негізі біздің команда келіп дегустация жасаймыз өзіміз. Жаңағы адамдар голосование жасайды, сөйтіп таңдаймыз, тамақ болсын, сусындар болсын, сөйтіп. Кейде кейбір кофеханаларда адамдарға, қонақтарға дәмін көрсетеді, тесті осындай болайын деп жатыр деген сияқты сұраймыз. Бірақ көп жағдайда ондай мүмкіндік жоқ, бәрін уақытты қыз болуы мүмкін, және тағы да басқа. Жалпы сондай маркетинг біздің жаңағыдай көңіл бөлетін нәрсе. Қазір енді қолымыз жетіп жатыр оған қаттырақ. Бұйырса енді осы көресіздер деп ойлаймын. Результат тек қана сарафандар радио емес, жаңағы басқа да жақтарда. Өйткені маркетинг андай нәрсе ғой. Оған көп нәрсе. Кейбір заттарды айтады ғой, гипотеза дейді ғой, бар. Оны істеп көрмей, қанша ақша жұмсап білмейсің, эффект бар ма. Кейде көп ақша жұмсап, кейбір блогерлармен или бір нәрсе істеп, шараға қатысып, бір фестиваль болуы мүмкін, имиджі болуы мүмкін, бірақ одан ешқандай не түспейді, жаңағыдай пайда түспеуі мүмкін, жаңа адамдар, қонақтар келмеуі мүмкін деген сияқты. Оны көріп, жаңа тест арқылы соны көру керекпіз. Жаңа маркетинг сондай нәрсе. И креативный жұмыс қой, креативті адамдар эксперимент жасап, сондай арқылы. Бірақ одан маркетингтан бұрын біздің әрине ішкі жаңа процестеріміз, сапа бар, оған дайын болу керек та, командамыз дайын болу керек. Өйткені білесіздер, кейде болады, көп ашылып жатқан брендтер көп жұмсайды, күш, ақша, энергия маркетинг, рекламаға. Бірақ та келген адамда соның арқасында келіп, ана продуктты көріп, немесе жаңа қызметті кішкене не болады да, көңілінен шығып қоюы мүмкін, қайтып келмейді, немесе өзінің 5-10 досына айтады да, онша емес деген сияқты да, обратный эффект болады. Жаңа ретеншн дейді ғой, адамдардың қайтып келуі өзі сол ғой, бір келген адам өзі келіп отыру керек, және де өзінің таныстарына айту керек. Сол үшін бұл кезде маған ұнайтын кейстардың бірі жаңағыдай личный бренд деген бар ғой, кейбір адамдар өзінің бренді жаңағы компания жаңа ғана болуы мүмкін, немесе қатты белгілі емес, өзінің личный брендіне жұмсайды. Ол да енді қазір дұрыс шығар, бір жағынан, бірақ баланс сақтау керек. Бірақ одан бұрын менің ойымша сенің компанияның жаңағы бренді мықты болу керек, алда жүру керек. Кішкене адамдар сеніп, жаңағыдай сарафан радио болу керек. Ол кейстер ондай бар, мысалы Қазақ Репаблик сияқты кезінде, мысалы оны артында кім тұрған, основательдер кім екенін білген жоқ адамдар. Бірақ та жаңа мықты жаңа позиционирование, жаңағы реклама арқылы, сапа арқылы, тағы да басқа бір заттар арқылы олар андай тез дамып кетті, қатты. Сондай екі жақта мықты болса, жаңағыдай сапа да мықты, реклама да мықты, ол сол кезде керемет болады. Өйткені бізде де қателіктер көп қой, жасаған осы бар. Оған кейде реклама істеп өзіміз дайын болмай, жаңағы поток баристалар аз шығарып қойып, заттарды аз алып қойып, бітіп қалып деген сияқты кішкене ұят болып қалып, ондай бар, болады жағдайлар. Сол үшін соған дайын болу керек. Сіз бағана айтып кеттіңіз басыңызда, енді ол кезде кәсіп бастаудың басты мақсаты бір табыс көзі болсын деп бастадыңыз ғой. Ал енді әлі күнге шейін дамып келе жатырсыз, соны сұрағым келеді. Именно қазіргі жолдағы сіздің осы кофейняны, именно яғни мастер кофе деген кәсіпті дамытудағы ниетіңіз бен мақсатыңыз қандай? Қазір брендті не осы мастер кофені жалпы? Жалпы біздің миссия жақында өзгерген. Жалпы миссия деген біздің жаңа формулировка жасадық, инновациялық өнімдерді шығару және де мықты сервис беру арқылы кофе мәдениетін дамыту. Кофе мәдениетін дамытудың жан-жағында жүреміз айналасында, бірақ та инновациялық продукттар болу керек, мықты сервис беру керек, және де орысша айтқанда создавать пространство, которое вдохновляет дейді ғой, адамдарға жаңағыдай бір сондай бір шабыт беретін кеңістіктерді жасау. Сондай жаңа біздің кофеханаға адам келген кезде өзін жаңағыдай үйдегідей сезіну керек та. Кейбір адамдар бізге келіп қарапайым сезінеді, біреу мысалы
андай дресс код деген сияқты жоқ, біреу пижамамен түсуі мүмкін үйдің үстінде мысалы астында кофехана болса деген сияқты сондай сезімде болу керек. Негізі миссия сондай, енді әлемдік брендқа айналу біздің өзіміз жаңағыдай 2030-ға дейін тағы бір амбиция, цель, негізінен болашақта неге шығу, иә, мысалы IPO-ға шығу деген сияқты мақсат бар. Там мысалы 1000 кофеханадан артық болсақ, неге шықпасқа, сондай. Және де материалды жағынан бөлек қандай қоғамға пайдалы болу, ол жағынан мысалы жұмыс орындары, иә, бізде қазір компанияда мысалы 300-ге жуық қазір адам бар деуге болады, иә. Мүмкін өсіп келе жатыр адамдардың саны. 300 адам, әр адамның өзінің отбасы бар, иә, бала шағасы бар, олар өзінің ары қарай жағдайын жасап отыр. Және де оларға да ол адамдарды дамытуға үлес қосу, үйрету жағынан, квалификациясын өсіру жағынан жодан жыл сайын өйткені адамдарымыз біздің команда дамыса, біз де дамимыз да. Өйткені егер олар тұрып қалса, команда дамымай, идеялар болмай жаңағыда, онда компания тұрып қалады, жаңағы стагнация болып қалады. Мемлекетке, иә, салықтар төлеу, салық төлеу және де жалпы кофеханалар ашу арқылы жалпы қалаға да пайдалы болу. Өйткені жаңағыдай өтіп бара жатасыз, әдемі фасад болса, ыңғайлы жайлы атмосфера болса, кофеханалар болса, келген қонақтарға да, шетелдіктерге де, басқа қаладан келсе де адамдарға да жаңағыдай ұнайтын жерлер жасауда, дәмді кофе беру. Жаңа әлемдік кейбір брендтерден кем түспейтін, кейде сондай отзывтар естіген кезде шетелден келген адамдар жазып кетеді тугисқа, немесе шетелде шығып жүретін өзіміз қазақтар айтады, көп елде болдық, мысалы сіздер осы нүктеңіз мықты екен, баристаларыңыз мықты, кофе жасайды, немесе мынау сервис жағынан күшті деп жазған кезде өзімізге сондай күшті жаңа сезім болады да, сондай естіген. Сол. Және де айтқанда әлемдік бренд жасап кету, Қазақстан Made in KZ деген, кейін тоқтап қалмай 10-11 жыл емес, ол 11 жыл деген жаңа мынандай бір жалпы әлемдік қараған кезде брендтердің да өте қысқа ғой, балалық шақ деуге болады әлі. Әлі үлкен жол жатыр, ал ол үшін әлі өсу керекпіз, даму керекпіз, өте көп үйренетін нәрселер көп. Сондықтан біз оқып көреміз, сөйлесеміз адамдармен, кейбір жаңағыдай международный жаңағы халықаралық компанияда істеген жаңағы адамдарды аламыз, иә, жұмысқа, солардан үйренетініміз бар. Біздің өзіміздің қай жеріміз әлі дұрыс істемей жатыр, сол адамдар арқылы үйренуге тырысамыз. Себебі оларда жаңа айтқандай мысалы стандарт жағы мықты, біреуде үйрету жағы мықты, біреуде операционка мықты, біреуде маркетинг мықты болуы мүмкін деген сияқты. Ол енді жалпы былай мақсаттар ғой, жалпы сіздің ішкі бір ниетіңіз осы, что вами движет осы всегда жалғастыруға. Білмеймін енді. Жалпы жаңа айтқандай өзімізден сондай бір із қалдырып кету ғой, мықты бір із қалдырып жалпы бәріне пайдалы болу, өзіміздің жұмыскерлерге, қонақтарға, қонақтар риза болу, мемлекетке деген сияқты. Жалпы сондай. Әртүрлі жағдайлар болады, қиыншылықтар болады, бірақ сондай не бар. Қаншама жол өттік қой, қаншама үйрендік, енді соны ары қарай алып кетіп, одан да күшті болу деген сияқты. Өйткені әр уақытта мысалы өзімізді точка Б қараймыз ғой. Өткен жыл мен, иә, мысалы кешегі мен бір жыл бұрын қандай болды компания, бір жыл бұрын мен қандай болдым деген сияқты. Соны жақсы бола беру да. Әрине жан жаққа қарап қоямыз енді. Әріптестерге нарықтан не болып жатыр тенденцияларға. Бірақ жалпы сол мақсат жақсы бола беру. Себебі қазір нарық конкуренция өсіп кеткен. Біз айтамыз, ала океан дейміз, кезінде дейміз. Өте көп кофеханалар, адамдарда таңдау көп. Және соның ішінде біз бір неге бізге келеді деген сұрақ қоямыз да, адам неге бізге кіру керек, иә? Бір үйдің астында 3-4 кофехана тұру мүмкін. Неге бізге кіру? Бізде мысалы баға мүмкін кішкене қымбаттау мүмкін, бірақ неге адам бізді таңдайды? Сол үшін бүкіл жақтан кішкене болса да жақсы болу керекпіз да. Атмосфера жағынан да, сапа жағынан да, сервис жағынан да деген сияқты сондай эмоция беру керек адамдарға. Ол өте қиын, себебі кофехана деген гибридный бизнестің түрі ғой. Мысалы услуга бар, шашта раз боласыз, немесе сіз мысалы оценщиксіз, иә, немесе консультация бересіз. Товарный бизнес бар, иә, сату. Анау екеуі. Сіз мысалы жоқ нәрседен кофені аласыз да кофемолканы өтесіз, иә, сүт қосасыз, сироп қосасыз, немесе тамақ істейсіз жаңағыда кухняда.
жоқ нәрсенің бар нәрсе істейсіз және де апарып бересіз, адамдарға сөйлесесіз. Средний чек мысалы экспресс форматта 2,5 мың теңгедей, кухняда 4,000 теңгедей, 3,5 мың теңге. Бір кофе мысалы 1,000-1,200 теңге тұрады, и 1,200 теңгеден сен күніне қаншама адамды өткізу керексің. Мысалы сондай не біз айтамыз, 1000 теңгеден мысалы рентабельность дейді ғой, соңғы мысалы 20% да, 15-20%. 1000 теңгеден сен 200 теңгедей көресің, соңғы таза пайда. Сондай ойланыс жаңағы дамып өсу үшін, жаңағы өзіңіздің жаңағы нелерді жабу үшін, обязательство, аренда, зарплата, салық төлем, сен 200 теңге қаншама адамға сен 200 теңге жаңағы сату керексіз да. Адам довольны болу керек. Біреуге дұрыс кішкене күлмей қалады, біреуге жаңағы технология, дайындау технологиясы кішкене қателік кетсе, кофе кішкене суық болуы мүмкін, дәм басқаша болып кетуі мүмкін деген сияқты. Сондай нюанстар өте көп. Сондай бизнес қой. Вот соған енді жаңағыдай бел будық бизнеспен айналысуға. Жалпы қалай ойлайсыз өзіңіз? Айтып кеттіңіз енді, біздің мақсатымыз пайда әкелу, енді осының ортаға максимум пайда әкелу, қоршаған ортаға. Кофе кәсібі болмаса сіз немен айналысатын едіңіз мысалы? Білмеймін, бір сауда түрімен шығар енді, бірдеңе сату. Негізінен бізде кезінде сатумен біз 2014-те аштық, кофеде, кішкентай кофехана, кейін сатуға көңіл бөліп кеттік қой, басқаларға торговля істеу деген сияқты. Сол жақ негізінен қызықты, жақсы өзі адамдармен келісу, сөйлесу деген сияқты сондай. Мүмкін сату шығар, мүмкін жаңағы не. Қазір енді не болып бара жатыр ғой, өте күлжін айтып жүр, искусственный интеллект дейді ғой, жаңа технология бар, мүмкін сол, мүмкін биржада, трейдинг бар, сонда жаңа қызық нәрсе бар, бірақ ол жақ зерттеу керек. Сен 11 жыл кофе саласында сіз, мысалы біз қазір сізден көбіне кофе туралы сұрап жатыр, сізде андай бар ма, шаршадым дегендей кофедан, білмеймін, бір басқа саланы мүмкін көрдіңіз бір определенный периодта? Жоқ, ондай шаршадым деп ұнайды бізге. Сол үшін айтқандай, кейде қиыншылықтар болса да болады, бірақ оянып тұрып жүре бересің. Дәлігі әрине анда-санда демалып тұру керек. Біз енді баяғыдай айтқандай бәрін өзіміз істейміз ғой, өзіміз водительміз, өзіміз автобустармен доставка істейміз, жаңағы стакандар алған кезде, машина жоқ кездерде өзің баристасың деген сияқты. Қазір енді өсе келе команда бар, солар жасайды, кейбір затта бізден де күшті жасайтын адамдар бар, жаңағыдай бізден де мықты өзінің жаңағы атқара алатындай сөйтіп сондықтан анда-санда жаңағы шетелге барып көріп тұрамыз. Сондықтан қызықта, яғни іш пысатын деген ондай жоқ негізінен. Ондай шаршап кеттік деген ондай айта алмаймыз. Әрине әртүрлі нелер болады, өзгерістер кейде жылдан жыл сайын кішкене нарық сәйкес өзгертіп отырамыз да, компанияның кейде құрылысын, управление системаны өзгертеміз деген сияқты. Бірақ андай жоқ, шаршап кеттім деген ондай. Бағанағы сіздің 11 жылдық тәжірибеңіз бар. Сол 11 жылдың ішінде, осы кәсіп таңдауда 11 жылдың ішінде, немесе жолдың басындағы сіздің андай ең бір құнды бір сабақ алдыңыз, бір ең важный урок сол 11 жылдың ішінде. Кәсіпке байланысты болсын, өмірге байланысты болсын. Жалпы кәсіпте де былай жалпы өмір сияқты андай универсальный бір бар ғой, заттар күле жұмыс істей береді. Құндылықтар деген болады, принципі дейді ғой. Мысалы істеген кез келген істеген істі дұрыс жасау, соңына дейін жасау, және де жақсы жасау. Сен артық жаңағы жасай алмайтындай. Сондай. Және де порядочность дейді ғой орысша. Бұл өте маңызды. Жеке өмірде де, бизнесте болсын, себебі жылдар өткен сайын кейбір әртүрлі жаңағыдай жағдайлар болса да, жаңағы сенім адамдарға сенім болады да, саған репутация, компания репутациясы, саған деген өте маңызды, егер оны жоғалтылмау керек та. Өйткені жаңағыдай белгілі бір нелеріне еріп кетіп, әртүрлі уақытша бір заттарға еріп кетіп, сондайда жоғалтуға болады. Кейін оны қалпына келтіру өте қиын. Жаңағыдай
жаңағы порядочность, сол репутация, өз жұмысыңды максималды жақсы істеуге тырысу соңына дейін. Және де адамдармен дұрыс қарым қатынас жасай білу, коммуникациялық нелер өте маңызды қазіргі заманда. Өйткені кейбір адамдар болуы мүмкін, жаңағыдай білімі мүмкін қатты мықты емес, иә, MBA оқымаған, нетпеген, жаңағыдай бірақ та сондай адамдармен сөйлесу, дұрыс мәмілеге келу арқылы өте жақсы жаңағы жетістікке жетеді көрсеткіштерге. Бұл қазіргі заманда өте керек навык. Оған әрқашан үйреніп жүру керек. Қысқаша енді осындай. Жалпы осы кәсіп жолында орысша сұрайыншы, орысша алынып тұр. Осы кәсіп жолында енді какая ошибка обошлась вам дороже всего? Бір қателік баян сындырып жүрген былай. Онда енді сындырып жүрген деген болған жоқ, бірақ та жаңа бастаған кезде жаңағыдай болған. Біз Қытаймен жұмыс жасағымыз келді. Жаңағыдай кофе машиналар енді түсінікті Европадан келіп, андай аксессуар заттар бар. Ол Қытаймен жұмыс істегіміз келген. Сол кезде бір Қытайдың қазағы келді осы жаққа. Ол жақта жаңағы заводпен сөйлеседі, посредник ретінде келістік, таныстық. Кейін барды, заказ жасадық. Ол 2015 немесе 16-шы ғой деймін, 16-шы сияқты. Оған ақша жібердік біз. Ол кезде тәжірибе аз ғой, бәрін картасына жібердік. 2,5 миллион теңгедей кетті. Заводқа төлеу керек болған. Уже товар дайын. Ана бізге айтады, қашан төлейсіз? Айтамыз, соны төлеу керек. Оған жазамыз, төлеймін. Сөйтіп соңында жоқ болып кетті. Онда Қытайда оны іздеу қиын, миллиард адам тұрады. Ол кезде кішкене қиын болды негізі. Ол кезде 2,5 миллион теңге деген біз үшін өте жақсы ақша болды да. Жалпы жинағанымыз, закупқа жіберген ақшамыз. Кейін тағы кішкене ақша жинап, кішкене сөйтіп әйтеуір тағы да жинап, екінші рет заводқа тікелей жібердік та. Сондай бір не болды бізге, тәжірибе урок. Сол үшін мүмкіндік болса негізін тікелей істеуге тырысу керек екен. Сондай кез. Ал мысалы мастер кофені қазір ашатын болсаңыз, мастер кофені бүгін ашайын деп жатсыз, и нені басқаша істер едіңіз, басқаша қарайтын едіңіз? Что бы сделали иначе, если қазір бастайтын болсаңыз? Кофейня кәсібін жалпы. Әрине енді өтіп кеткен уақытты айту оңай. Егер бастап жатқан кезде бірінші дұрыстап зерттеу керек кез келген нишаны. Екіншіден мықты адамдарды алуға тырысу керек. Өз ісін білетін, бізден жақсы білетін адамдарды. Себебі кейде алып үйретем деген кейде болады, кейбір кездер жүреді, бірақ көп жағдай сен көп уақыт жоғалтып аласың да, үйретуге, өзің және білмейтін нәрселерді үйретуге навыктарды. Ол екінші адамдар. Үшіншіден кішкене неден қорықпау керек. Жаңағыдай жаңа заттарды көруге, эксперимент жасауға, жаңа нарықтарға шығуға деген сияқты қорықпау керек. Взвешенный риск дейді ғой, конечно, алайсың кішкене бүйтіп алдын артын, бірақ қорықпау керек. Себебі уақыт деген уақыт жағынан доп қол болады да. Мысалы нарыққа, сол қалаға сен бірінші болып кірсең, бірінші болып бір жаңағыдай клиенттерді алып алсаң деген сияқты өте маңызды негізінен бизнеста. Сол жақтарға көңіл бөлуші деп айтуға болады. Жалпы енді егерде қазір кәсіп бастағысы келетін жастарға жалпы кәсіп бастап жатса, өзіңіз бір өсиетіңіз бар ма? Ақылыңды бір айтатындай. Онда енді әлі мықты не емеспіз, әлемдік деңгейдегі кәсіпкер емеспіз. Опыт әлі де жолдамыз, үйреніп келе жатырмыз. Мүмкіндіктер бірақ көп. Қазір өте көп мүмкіндіктер. Және де кезінде андай адамдар болады ғой, бизнес бастау үшін ақша керек деген сияқты. Солай болды ғой, ол кезде товарный бизнес, сен бірдеңе алу керексің, сатып алып қою керексің деген сияқты. Қазір 0 теңгемен де істеп кетуге болады, бастап кетуге мүмкіндіктер өте көп. Жаңа айтқандай қызмет, услуга сферасы бар. Және де кейбір адамдар товарды өздерінде ұстамай,
әртүрлі маркетплейстер арқылы сататындар кейстер бар да, өте байер бар еще. иә байер болып кетеді. То есть ондай мүмкіндіктер өте көп. Және де қазіргі технология бар жаңағы ChatGPT болсын, Google, YouTube өте көп қарап, жаңағыдай подкасттар қарауға болады, адамдардың лекцияларын қарауға болады, сұрап кездесуге мүмкіндік бар, кейбір кәсіпкерлермен сұрақ қоюға болады деген сияқты. Негізі мүмкіндік өте көп, сол үшін көру керек. Себебі кезең бастаған кезде айтқандай, анда салыстырмалы түрде жас болдым ғой, 22-ге келген кезім, мамыр айында 22-ге келдік, 17 маусым 2004 бастадық. Мен ол кезде жаңағы үйленбеген, жалпы андай обязательством жоқ та, қатты үлкен. Сол үшін кішкене рискқа баруға оңай. Және адам жасы өскен сайын, үйленуден балаша адам бөлек, өскен сайын адам кішкене более не болады, консервативный бола бастайды ғой. Өйткені әртүрлі нәрселерді көреді, опыт жинайды деген сияқты. Оның бір өмірлік тәжірибесі өседі, ол да жақсы плюс. Бір жағынан кейбір бастамаларды бастамай жүре беруі мүмкін. Жылдап қорқып деген сияқты. Сондықтан жас кезде бастаудың жақсы. Бірден болып қалса, жаңа болмай қалды да, кейін мысалы кезінде кофехана болмай қалды десе, 1 жылдан 2 жылдан кейін мүмкін басқа сфераға кетіп қалуға болушы еді. Немесе жұмысқа кіруге болушы еді деген сияқты. Себебі наемный жұмысты істеу, әсіресе андай бір үлкен компанияларда өте жақсы тәжірибе береді, адамдармен қалай жұмыс істеу, қалай жаңағыдай компанияның ішкі құрылысы қандай, стандарттар қандай деген сияқты өте жақсы. Сондықтан негізінен университет бітіріп, кішкене сондай жұмыс істеп, тәжірибе жинап, ақша жинап, капитал бастаған негізінен жақсы. Түк қандай тәжірибесіз бастағанға қарағанда оңайырақ болады. Өйткені сіз жаңағыдай білесіз да, кішкене шағынан бизнес қалай жұмыс істейтін деген сияқты. Күйгеннен кейін пісуге болады да. Негізінен былай қарағанда көп үлкен мықты әлемдік жаңағы бизнесмендердің бәрі емес, енді жаңағыдай уникумдар бар. Жаңағы Цукерберг, Гейтс сияқты бар. Университет тастап кетіп, нетіп кетті. Бірақ оны маңызды нәрсе, ондай адамдар бар. Уникальный, миллионға біреу болуы мүмкін да, 100 миллионға біреу. Ондай гений болуы мүмкін. Және де мысалы жағдай болуы мүмкін, иә. Кедей емес семьядан шыққандар. Олар ошибка выжившего дегенде, олар соларды көріп, соларға ұмтылады. Бірақ қаншама адамдар бар, сол университет тастап, бірақ ешкім олар туралы білмейді деген не. Стартаптарда сондай ғой, оның ішінен 1-2 шығады, бәрі бүтіп көріп. Сондықтан жаңағыдай опыт жинап, кішкене оқып, кішкене жұмыс істеп істесе негізі дұрыс болады адамға. Және де кейбір мынандай ой бар ғой, бизнесмен болса, ой ақшаны мықты алады деген сияқты, ол әрқашан дұрыс емес қой. Кейбір корпоративтік секторда істейтін, топ менеджментте істейтін адамдар малый средний бизнесқа қарағанда кейде одан да көп табуы мүмкін ақша. Ондағы несі? Өйткені өзінің бір нелер бар, уникальный жаңағыдай компетенциялар бар, навыктар бар. Солар арқылы өзінен алу мүмкін да. Не обязательно оған бизнесқа кету деген сияқты. Сол үшін сондай нәрсе. Көру керек енді әрине. Найымда бизнесқа қарағанда ақша көбірек болуы мүмкін. Иә, ондай нелер де бар. Себебі біз енді араласамыз, сөйлесеміз ғой. Жалпы бизнес деген былай ғой, кейде сезонность бар, кейде бір белгілі бір не болуы мүмкін. Именно сол рынокқа карантин, сол рынокқа бір заңдар қабылдану мүмкін, қиын. Немесе бір шетелдік бренд, немесе бір үлкен бір компания келіп, көп ақша салу мүмкін, сол сфераға алып кету мүмкін, бір нарықтың бір бөлігін. То есть андай стабильность жоқ болуы мүмкін найымдағыдай. Сондай бірақ енді потенциал өте үлкен, өсуге. Көп жаңағы овершутстың өзі, Starbucks өзі сондай корпоративті секторда жұмыс істеді ғой. Жұмыс істеп жүріп, кейін неге келді, жаңағыдай бизнесқа кетті. 10-20 жылдан кейін тәжірибесі болды, ақшасы болды, навыктар болды. Қалай адамдармен келісу керек, қалай өз-өзін сата білу керек деген сияқты. Қай жылы үйлендіңіз? Қай жасыңызда? 2018. 26. Жалпы андай ғой, баланс бар ба? Да. Кеком. Бизнеста жүріп жүрдіңіз. 26 жас, мен ойымша, идеально да. Біраз тәжірибе жинағаннан кейін, ақыл ескіргеннен кейін. Бірақ ответственности больше болады.
И это повлияло ли на бизнес как-то? негізінен кішкене әрине өзің графигіңді өзгерту керексің кішкене. Басында үйленгенде енді қатты әсер болмайды, кейін бір бала туады, екі бала туады деген сияқты. Жалпы менің жұбайым ол негізі медицина саласында жұмыс істейді. Ол кезде оқып жүріп бариста болып жұмыс істеп жүрген, қосымша бізде істеген, біздің кофехана бариста болып. Сондықтан біледі де кішкене шақты, бізде андай график деген ол кездерде болмайтын. Тіке выходной демалыс күндері істей береміз, таңертең кетеміз, кеш келеміз деген сияқты. Сондай, соны кішкене түсіне білу керек та адам. Жалпы кішкене графикті және де қалай айтса андай пересмотреть дейді ғой. Өзінің жаңағы уақыт жағын, энергия жағын, оған әрине көңіл бөлу керек. Себебі отбасы болғандықтан жауапкершілік үлкен, бала өсіп келе жатыр, тәрбие беру керек, көңіл бөлу керек. Олар кейін тез өсіп кетеді, қайтып келмейді да балалық шақтары. Уақыт бөлмесең әке ретінде деген сияқты, ата-ана ретінде тәрбие беріп дегендей сол алып жүру керек негізінен екі жақта. Сіз Астана қаласындасыз? Иә, бұл жақта. Астана, Алматы негізі мен Алматыға түскім келгенде мен тек бизнес жағы үшін түскім келді негізі. Мен ойладым Алматы ол жақта қаттырақ дамыған деген сияқты. Бірақ кейбір адамдардың айтуымен Алматыдағы бизнестер көбіне тоқтап, қазір Астана дамып жатқандықтан, жас қала дамып жатыр дегендей, көбісі бизнесін Астанаға ауыстырып жатыр екен. Негізінен ол да рас шығар, бір бөлік рас. Неге өйткені біздің ең алсақ кофехана саласын. Кофехана ашу Астанада жеңілдірек, оңайырақ. Неге? Біріншіден жаңағы помещение табу оңай, жаңа үйлер көп, жаңа райондар көп. Алматыда қиынырақ. Өйткені көбінесе бүкіл жерде отыр, арендаторлар. Және де аренда жағынан 40-50% дейін қымбат болуы мүмкін квадратурасы. Үйлер де қымбат қой, осы сияқты коммерция да қымбат. Конкуренция да көбірек. Бірақ халықтың саны көп, екі есе, нарық та үлкен. Сондықтан қарау керек. Бірақ нақты айта алмаймын енді Алматыда былай бизнес, мына жақта былай. Себебі мен көп уақыт Астанада жүрмін. Алматыда осы наурызда барып келдім мен 3 күнге. Ауа райы күшті. Жылы бізде салқын қар жауып жатқан кезде. Өзінің несі бар енді, Алматының кішкене өзінің атмосферасы бар. Ол жаққа кішкене адаптация істеп негізінен дамыту керек. Себебі көп бизнестер көп қой. Алматыда да жақсы жүріп жатыр, бізде де жүріп жатыр. Бізде де жоспарлар бар, Алматыда даму бойынша. Сол үшін негізінен солай. Өмір сүру бойынша өзіңізге Астана ыңғайлы, иә? Мен негізінен өзім туған жерім Астанадан 120-130 километр. Қорғалжын ауданы бар, Құмкөл деген ауыл бар. Сол жерден бізге климат жағынан, не жағынан болсын жақын. 8-ші сыныптан бері осы жақтамын. Жалпы Астанада. Сондықтан Астанада бастағандықтан Астана жақын. Бірақ әрине көріп тұрамыз, әртүрлі қалаларға барамыз. Әр қала, мысалы бізде региондарда, Қарағандыда кофехана жақсы жүріп жатыр да, біздің партнер франшиза. Өйткені ол жақта кофе мәдениеті жақсы дамыған, олар да өз жұмысын жақсы істеп жатыр деген сияқты. Негізінен бізге сол үміт көп, негізінен қалаларға. Батысқа көп мысалы үміт, мысалы қазір Қостанай, Орал қалаларынан деген сияқты. Ол жақтың бір несі, қалай айтсам екен, минусы дейді, плюсы дейді бір жағынан. Ол жақта конкуренция аздау, үлкен брендтер жоқ, международный брендтер жоқ, немесе өте аз. Ол жақта бір жақсы кофехана ашып, жақсы бір сапа берсең, сервис берсең, адамдар келеді. Жаңағы сарафон радиомен келеді. Сол жағы минусы бар енді, логистика жағынан кейбір жаңағы не өзіндік құны заттар қымбаттауы мүмкін, өйткені жол бар деген сияқты, кейбір поставщиктар болуы мүмкін. Бірақ та конкуренция жағынан бізге қарағанда өте аз. Бір үйдің астында 3-4-5 кофейня деген жоба бар да. Сондай плюс. Және де бір-екі қалада жинала бермей, жалпы біз мемлекет, жалпы басқа қалаларда дамыған жақсы ғой. Жастар кете бермей, басқа жақтарға, елдерге, сол қалаларда дамыту керек негізінен. Бизнес дамыту керек, мектептер, басқа салалар болсын. Балалық шаққа өтті. Балалық шақта ойламағанда шығарсыз жалпы бизнесқа келем ба деген. Балалық шақ. Ауылда өссеңіз, ауылдық өмір негізі қалай? Ауылдық өмір қызық.
қазір енді балалар көрмеген ғой, мысалы түсінбейді кейбір нелерге. Жаңағы зоопарктан барып көреді мына нелерді, кейбір жануарларды неден көреді, видеодан көреді деген сияқты. Ол өмір қызық. Мысалы бізде сыныпта төрт басында көбірек болсын, 4-ақ мысалы бала болған бізде 4-ші сыныпта. Қалаға келген кезде мысалы 30 шақты бала да бір сыныпта. Келген кезде адаптация болады жаңағыдай. Басқаша да бәрі. Адам көп, у-шу. Сол жағынан ол жақта жаңағы почти индивидуальный ғой. Көп жаңағыдай өзің қандай әсер етті ауылда, жаңағыдай табиғатпен көп уақыт далада өткізесің, иә. Көп жаңағыдай ойындар ойнайсың, физикалық жағынан өте қызықты да, пайдалы, есте қалатын заттар көп негізінен ауылда. Жаңағыдай жануарлармен, жаңағыдай жылқы бар, сиыр бар, құстар бар деген сияқты. Кәдімгідей оны бағып, қой бағасың кейде. Жаңағы физикалық жұмыс көп қой. Су тасисың, қар тазалайсың деген сияқты. Ондай не көп. Бірақ та енді білім жағынан әрине кішкене қиын болды Астанаға келген кезде. Жаңа айтқандай, кейбір пәндер мысалы ағылшын тілі болған жоқ, иә, олда. 8-ші сыныпқа келген кезде 7-ші сыныптан бастап оқу керек болды. Менің класстастарым олар қателеспесем 5-ші сыныптан бастап оқып жүрген. Және олда кейбір пәндерді мысалы бір мұғалім бірнеше пәннен беруі мүмкін деген сияқты. Сондай моменттар бар. Бірақ та енді ауыл көп ауылдардан адамдар кетіп жатыр ғой. Ол жаңағыдай жұмыс жағдайлар жоқ, иә, мектептер жоқ деген сияқты. Бірақ әрине кейде ауылға барған кезде кішкене не ойлайсың да, егер ауыл әрі қарай дамыта берсе, мектепті, себебі кезінде мысалы 500-600 адам тұрған ауылдар қазір барсам 10-20 адам тұрады да, көбі көшіп кеткен әртүрлі. Көбінесе Астанаға, басқа қалаларға деген сияқты көп ауылдар солай жаңағыдай жауып жатыр да. Бұл енді жаман да бір жағынан. Үшкемпіров атамыз айтқан ғой, ауылдарды дамыту үшін қазақтың 1-2 жігіттерін әр ауылға жіберу керек деген екен. Солар дамытады деп айтқан ғой. Бірақ өкінішке орай енді ол кісінің сөзі орындалмай жатыр. Бәріміз қалада жүрміз ғой. Өйткені ауылға жастар барғысы келмейді. Әртүрлі программалар да бар ғой. Бірақ көп қайтып келеді. Қалатындар да бар, бірақ қайтып келеді. Неге ол жақта инфраструктура дамымаған, көп жерлер жолдар жоқ, интернет жоқ, там сондай минустар бар. Бірақ жақсы ауылдар да бар, ондай бір күшті жерлер де бар. Соған байланысты. Сол енді бірақ сол ауылда енді өскен адамдармен араласамыз. Негізінен көп кәсіпкерлер мен білетін көп ауылдан шыққан. Бәрібір де кішкене орны бөлек та олар үшін. Көшіп кетсе де, әке-шешелері де көшіп кетсе де, анасына барып тұрып, туған жерге барып, жаңа ата бабаларының жаңа жатқан жеріне барып тұруға тырысамыз. Көбіне тәрбиені кім берді сізге? Тәрбиені екеуі де берді. Әкем де шешем де. Екі жағынан да. Көбіне кімге жақын болдыңыз? Негізінен бала кезде 3 жастан 6 жасқа дейін әке ата әжем қолында өскен. 3 жыл берген. Кейін 1-ші сыныпқа барған кезде жаңа 6 жаста алып келген. Ол жақта қатты ерке болып кеткен дейді. Кішкене халық қолға кішкене не мектепке дайындаған ғой. Жалпы тәрбиені енді ана да береді, енді ананың орны бөлек қой, Карим. Әке де ана да. Бірақ анам кішкене қаталдау да ол жағына, тәрбие жағына, әкеме қарағанда. Әкем кішкене жұмсақтау болды. Сол енді орын. Біріншіден енді әке-шешенің тәрбиесінің арқасында шүкір. Біріншіден әрине Аллаға шүкір, жағдайға жетіп отырған мүмкіндіктер беріп. Екіншісі әке-шеше ғой, тәрбие беріп, бала кез жаңағыдай ауылдан қалаға көшіп, білім үшін негізінен көшті. Өйткені әрі қарай оқытып, жағдай жасап деген сияқты. Мен жаңа қарындасым ойлап сондай не жасап. Көп нелерді өтсе де өздері жаңа қиыншылықтар болса да біз үшін тырысты да. Негізінен әке-шешелер солай ғой негізінен. Көп нәрсені бізге айтпайды. Көп нәрсені істейді. Кейде ой болады ғой, неге былай деген сияқты, неге оларда бір класстарда біреулерде болды, менде болмады деген сияқты ойлар кетеді ғой. Неге дұрыс емес ойлар. Олар өз қолында не бар, соның бәрін жасады ғой. Дәл сол кезде стартовый
сол ой бар бізде, хотя ойлайсың ғой неге мынау мысалы класста соңғы кезде машинамен жүрдім, там универде оқысам да уже машинасы болып мынаның ие болды деген сияқты да. Ондай бірақ та қарасаң олар максимально тырысты да сол кезде жағдай жасауға, бізге өздерінде болмаса да. Күшті. Жалпы біз студенттербіз ғой бәріміз, үш жерде отырғанда студенттер, и бізге студенттік өмір қатты қызық. Өзіңіздің бір қызықты историяларыңыз болса айтып берсеңіз. Қалай өтті студенттік шағыңыз? Андай классический болған жоқ. 11 сыныптан кейін мектеп деген, универ деген болған жоқ. Мен 8-9 оқыдым осы жақта. Ой болған 11 бітіру деген, бірақ білмеймін неге екен. Колледжға түстім. Мына жақта колледж бар, Акмолинский финансово-экономический колледж деп аталған ол кезде, АФЭК деген жақта учет аудит деген неге оқыдым, мамандыққа. Бухгалтерия, учет и аудит. Соған түстік. Негізінен колледж кезі өте қызық еді. Универге қарағанда колледжге қызық деген болды, өйткені ол кезде жасымыз да, жастау кішкене, группада өте қызық болды. Сабақ жағынан да қиын болды, бірақ қызық болды. Ол кезде андай интернет, қазіргідей андай универдегідей Платонус, тест деген болған жоқ. Тесттер бәрі экзамендер ауызша, жазасың деген сияқты дайындаласың кәдімгідей. Соны Есенберлиннің бойында орналасқан ескі вокзал жақта. Сол негізінен қызық болды. Біз және де главный корпуста оқыған жоқпыз. Жатақхана болды. 3-4 қабат жатақхана, 1-2 қабатында аудитория. Общаганың астында. Көтеріле салса. Жоқ, мен жатқан жоқпын жатақханада. Жалпы жатақхананың ішінде оқыдық та біз. Кейбір одногруппниктер болды. Сабақ оқиды да, көтеріне сабат, сабат деген сияқты сондай. Тәпішкемен отырса. Сменка тасымайды. Иә. Және де ол кездер 2007-2006 жылдар ғой. 3 жыл. Ол кездерден жаңағы вокзал жақ, район сондай түрлі көп стоп деген сияқты жерде қызық дүниелер болатын, оқиғалар жақта. Қараңғы, екінші сменада оқисың ғой. Жалғыз жүрмейсің, 2 үшеуден жүру керек деген сияқты. Сондай кездер жаңағы Nokia, Motorola деген сияқты телефондар, Sony Ericsson шыққан кездер. Жалпы қызық жағдай бар. Қандай деуге болады. Университетте оқыған кезде кейін жаңағы бітіріп 3 жылдан кейін очно неге түстім, жаңағы КЗО, бывший нархоздың филиалы бар ғой. Ол кезде 3 жыл очно финансовый менеджмент деген профессия. Ол кезде группа аздау болды. Бірақ ол кезде қызық болды, себебі ол кезде мен 1 жылдай соңғы курста староста болдым группада. Және де мен платно оқыдым, төлеп, бірақ жарты жылдай андай президентская стипендия болған. Соған ілігіп кетіп жарты жылдай стипендия алғам. Негізінен колледжда да неде алмағам стипендия. Сондай сол қызық болған сол кезде есте. Және де неде болдық, Екатеринбург қаласына барғанбыз. Неге пойызбен кәдімгі бір күн жүріп жарыс болғанда конференция болды. Сол есте қалды. Және де Алматыға да сондай бір неге бардық. Олимпиада барғанбыз жарысқа. Солар негізінен қатты есте қалған нелер ғой, универ бойынша. Так универде оқып жүріп жаз кезінде андай жұмыс істеп жүретінбіз. Неде көбінесе жаңағыдай общепит саласында. Примерно уже кухняға кіре бастадыңыз. Иә, отельде істедік, ресторандарда. Не бар? Арка деген сет рестораны. Фархи, Алибаба деген кетіп шығарсыздар. Хас қатты онда үлкенбіз. Кезінде мықты болған. Жаңа сеттер шықты. Сонда істеп сөйтіп опыт алғанбыз. Сол жағынан көріп, жаңағы іш жағынан кухнясын қалай екен, сервис жағы қалай деген сияқты. Жаңа қосымшада жаңа айтқандай оқып жүргесін, кішкене жаңағы оқудың бір бөлігін жауып деген сияқты кішкене қызық болған. Соңғы уақытта мастер кофеда жиі отыратынбыз. Жиі кофе ішеміз, ауызашты қыздың кофейнеде көп отырамыз. И біздің байқағанымыз, бана сайт күткендей, сіздегі іштегі баристалардың сервис жағы жақсы болды. Қарсы алғандары, жалпы услугу предоставлять еткен барлығы жақсы болды. И кеше вот соңғы жиналыста, сіз осы подкастқа дейінгі жиналыста баристалармен сұхбаттасып көрдік, сөйлесіп көрдік. Қызық зат бар, баристалардың да сізге бір сұрақтары бар. Біз бір точкада болдық. Сол точкадан баристалардан сізге бір сұрақтар бар. Осы жалынып тұр. Так, жалпы бірінші сұрағы 2 бариста болды, бір жағынан Кенесары дейтін, қарап атса өздері көрер. Олардың сұрақтары Астана қаласында осы 2025 жылға неше точка ашайын деп жатсыздар? Баристалардың сұрағы. Жалпы жаңа айтып өткендей,
біз тоқтаттық франшизаны. Қазір жаңағы бір екі жақында жаңа ЖК поколение да ашылды. Осы рап 2 апта бұрын ба хайылда ашайын деп жатыр. Жылдың соңына дейін мүмкін Астанада бір 2 нүкте болуы мүмкін, жаңа 2 кофейня. Астанаға біз андай қатты қазір акцент қоймаймыз. Өйткені Астананың нарықтың емкость рынка дейді ғой. Кофейнялардың радиустары бар. Бір-біріне қатты жақын болмау керек деген сияқты. Сондықтан негізін 30-ға негізін жетпеуі мүмкін Астанаға жылдың соңына дейін. Көбінесе жаңағыдай айтқандай басқа қалаларда, үлкен қалаларда және Алматыға сол жаққа көңіл бөлеміз. Да, екінші сұрақ, сол бана мастер кофе ростерсының именно цехтары көбейеді ме дейді осы Астанада. Жалпы бойынша көбейеді ме? Бізде негізінде 2 цех бар. Біріншісі жаңағы апжарышын цех, үлкен кофе, бізде кофе қуырудан басқа бізде дрип кофенің ең алғашқы автоматтандырылған несі өндірісі бізде. Дрип кофе, біз қоя дрип кофе деген чашкаға салады, өзіңізбен бірге табиғатқа, жолға, жұмысқа алып кетуге болады, өте ыңғайлы. Көбі Россиядан әкеп сатады, бізде жалпы өзіміз жасаймыз полностью, фасовка бәрі. Бір екінші цех мастер бейкери деген бізде пекарня. Круассан, сэндвич, бол бәрін көп бөлігін витринаны бір 60-70% өзіміз жасаймыз. Енді обжарка жағынан роустерс осы келе жатқан бірнеше жылдың ішінде обжарканы жаңағыдай цехты обжарка жағынан ашпаймыз. Неге ашпаймыз? Себебі просто жаңағы нені қуырудың жалпы сапаны ұстап тұру бір роустердің өзінде өте үлкен жұмыс. Жаңағыдай оборудование бар, настройка бар, нелер бар, өзінің әр зерноның нелер бар, профиль обжарки дейді, рецептуралар бар. Сіз даже бір Астананың ішінде 2 цех ашып ұстағыңыз келсе, оның өзі қиын. Сіз оған мысалы басқаларға ашу деген сияқты. Және де бір қалада, одан да бір қалада цехты күшті қылдырып, жаңағыдай мықты технологиямен жаңағы жасап, мықты жаңағы ростер аппараттар қойып, адамдарды үйрету, соған инвестиция жасаған тиімдірек. Біз мысалы айына 20 тоннадай кофе құрамыз, сатамыз. Көбінесе Астана, Алматы және региондарға кетіп, экспорт кішкене бар, жаңағы Өзбекстанға бар, неге бар, Қырғызстанға. Біз үшін андай бір кейстер бар. Россияда бір компания бар, ресейде. Ол айына 150 тонна құрады. Ол кезіндегі данный қазір 200 тоннадай шығар. Құрады. Орналасқан жері бір Россияда Удмуртия деген несі бар ғой, мемлекеті, соның бір қаласында. Москва емес, Санкт-Петербург емес, бірақ мықты обжарочный цехы бар, технологиясы мықты, жаңағы сол Россияда номер 1 болып тұрады да. То есть андай оларда мүмкіндік бар, жаймен жаңағы бірнеше қалада ашу деген сияқты. Олар неге істемейді? Себебі оны контроль качества ұстап тұру бірнеше цехты өте қиын. Плюс логистика бар, жаңағы цех бар, склад бар, запастар бар деген сияқты. Адамдар бар, кадр бар. Сондықтан біздің жаңағы позиция әзірше бір цехты ұстап тұру. Біз негізінен цех кезінде кішкентай болған, 2022-23 көштік үлкендеу цехқа. Сондықтан әзірше бір цехты дамытуға көңіл бөлеміз, күш жұмсаймыз. Екіншісін ашу ойда жоқ. Какой отзыв от клиента вас больше всего удивил и запомнился? Сұраған бір бөлісті. Ең есте қалған бір отзыв бар ма клиенттен? Отзывтар күніне ондаған, жүздеген отзывтар түседі. Каждый оқып отырасыз ба? Бүгін Threads бар ғой? Threads дейме? Соған бірінші рет естігемін пост бағана. И көп нелер кетіп отыр, 120-130 комментарий кетіп отыр, адамдар жазып отыр. Одан бөлек нелер бар, каналдар. Тугистан түседі, Инстаграмнан түседі, приложение түседі деген сияқты. Көбінесе әрине 80-90% жақсы отзывтар, но жаңағыдай негативный отзыв келген кезде көбінесе объективный болып біліп, біздің нелер жаңағы управляющий бар, кофеханалардың тырысады тезірек сол адамға хабарласып, шешіп проблемасын, неге ондай болды, қайталанбау үшін. Енді прямо қызықты отзыв деп айтатындай дәл қазір есіме түсіп тұрған жоқ, шыны керек.
әртүрлі отзывтар болады, оны ойлану керек. Қызықты отзывтар дегенде жаңағыдай шетелдіктер жазған кезде қызықта басқа тілде отзывтар жазады кейде адамдар. Қытайша жазуы мүмкін, ағылшынша жазуы мүмкін. Иә, был, например, көрдім, мен шетелде осы елдерде болғам, жұмыс істегем, бірақ мынандай осы мысалы завтрагыңыз өте дәмді, күшті, осы кофеңіз деген сияқты сондай есту керемет біз үшін. Жаңа негативный отзывтар онда да өте пайдалы, өйткені адам ерінбейді, түгел жаңағы қайда болсын жазып фотосын тіркеп бір не істесе, сол адамға бәрібір емес те, біз үшін уақытын кетірді, энергиясын кетірді, бәрі болса адам кетіп қалады да бұрыл. Себебі әр адам тастамайды отзыв, 10 адамның бір екеуі тастауы мүмкін, үшеуі қалғандары бұрылады да кетіп қалады, келмейді. Ал біз білмейміз ол не үшін келмейді деген сияқты. Сондықтан отзыв деген өте мықты негізін комментарий бірі, біз оған көңіл бөліп жүрміз. Айтпақшы, анау ситуация бар емес па? Қай кофе еді? Қазақ кофе ма? Бариста ма кім? Келіспей қалып бір тиктокқа салынған отзыв сұрайды, барлықтарыңыз жазыңыздар деп, ана жақта 3000, 4000, 10.000-ға дейін жетеді. Былай қарасаң бір бизнес жабылып қалды жайдан жай. Сондай қалай жалпы бұл енді қазақтың несі ғой, қайтсам болады, біреу бірдеңке шығарса бүкіл Қазақстан барып жамандап тастай алады, немесе керісінше абыройын барлығы көтеріп тастай алады дегендей. Бұл жерде басында бүйтіп оқығанда, конечно, андай жаман асадық қалады, бірақ мен сосын ойладым да, мен былай қарасаң қаншама еңбек жасалынды, и бір адам бір болды, не то айтып қалды, сол үшін бір бизнес жауып қалды дегендей. Ол жағынан кішкене қателік болды ғой, кішкене дұрыс кішкене дұрыстап жауап беру керек. Сол қателік үшін негізінен жаңағы өзі емес, жаңағы туристтағы да басқа бір жауап беру мүмкін, жаңағы бариста ма немесе менеджер ма бір жауап беріп, сондай цепная реакция кетті. Ол қазір соңғы 1-2 жылда ондай бірнеше рет болды ғой, білетін шығарсыз, басқа бір мекемелермен болған ондай. Сол үшін оған қатты көңіл бөлу керек. Қазақша деген, қазақша сервиске, қазақша қызмет көрсетуге, жауап беруге деген. Бізде айтамыз, енді әртүрлі баристалар бар ғой, басқа ұлттар бар, және де қазақтар болуы мүмкін, бірақ енді өмірге орысша оқыған, қазақша дұрыс білмейді. Оларға да айтамыз, қазақша амандасып сау болыңыз деп айтыңдар, қалай үйреніңдер деген сияқты. Өйткені егер адам қазақша сөйлеп тұрса, қазақша жауап берген дұрыс, оған акцентпен сөйлей бәрібір де тырысқан дұрыс та. Сен ол мақтан қазақша сөйлесе, орысша сөйлеп тұрғаннан гөрі. Сол үшін бізде меню бар, қазақша, орысша бар. Біздің байқасаңыздар ана футболкаларымызда қазақша жазу бар арт жағында. Біздің слоган негізінен саған арналған ғажап кофе деген, кейсен стакандарда болатын, кейбір кофеханаларда қабырғасында ол қазақша. Бізде сондай плейлистті байқасаңыздар, бізде ағылшынша және қазақша әндер. Бізде сондай американский жаңағы кофехананы кішкене қазақшаға істеп, стильно істеген деген сияқты. Не бар да, современный казахская кофейня деген сияқты. Тым андай қатты андай кетіп қалмаймыз енді, ой өрнек деген сияқты андай қатты этнический жағынан да, ондай бар, ондай өзінің ситтер. Бізде сондай кішкене современный түрде болып тұру трендта. Жастар түсінетіне біздің себебі аудитория сондай ғой, 20 жастан 40-45 жасқа дейін көбінесе сондай адамда. Топ-3 книг, фильмов и role models өзіңіздің, білмеймін, мүмкін актері бар дегендей. Дайте бірінші топ-3 книг, сосын фильм и жаңағы тұлғаны айта кетсеңіз. Әлгі тұтатын үш адам. Тұлға role model деген айтайын бірден, ондай жоқ та, бір адам. Ондай әртүрлі адамнан үйренің, жаңа айтқан сияқты, әртүрлі жаңағы не, біреуден мысалы бизнес жағынан үйренуге болады, біреуден ғылым жағынан оқисың бірдеңе, біреуден жаңағыдай қалай айтсам жаңағы басқа жақтарынан деген сияқты, кітаптар оқып, подкасттарын көріп деген сияқты, сөйлесіп десіп. Кітаптар енді қандай қарап жүрсе болады ма телефонмен? Әрине. Ағасы нені оқыдыңыз ба? Оқып жүрген кітаптардың несі бар? Список оқып жүрген қазір. Делание в кофе дегенді оқыдыңыз ба? Иә. Starbucks'ның историясы. Иә, Говард Шульц қой. Және Говард Бахер бар, оның исполнительный директоры. Он как чашка за чашкой строил Starbucks деген. Осы екі кітап қой негізінен. Классика болып саналады. Мастрит қой. Да. Кофехана ашқыңыз келсе.
негізі қайтып оқу керек, мен көп болды оқымағалы ол кітапты. Карантин кезінде оқыдым соны. Жалпы маған өткен жылы оқыған соның кітаптардың бірі жақсы ұнап қалған. Ол Даниэль Канеман деген бар ғалым, Нобелевский лауреат по экономике, поведенческая психология, сондай зерттейді. Соны «Думай медленно, решай быстро» деген кітабы бар. Мен оны кезінде Таспақа тұру. шұбырынба бастап, ол кішкене андай ауыр сияқты көрінеді негізінен тастаған, бірақ былтыр бастап қайтып соңына дейін жетіп өте риза болдым. Себебі жаңағыдай көп психология бойынша, экономика бойынша көп нәрсе білуге болады. Бұл қызықты кітап негізі, өте пайдалы. Біріншісі сол, екіншісі жестокий век, Калашников деген кітап. Оны осыдан бір 4-5 жыл бұрын оқыған шығармын. Шыңғыс хан өмірі туралы өте қызықты. Балалық шағы, жасөспірім, кейін өмірінің соңына дейін ғой, қандай қиыншылықтардан өтті, қандай шешімдер қабылдады деген сияқты үйренетін нәрселер көп. Және де «Зеленый король» деген кітап бар. Ол больше художественный роман түрінде жазылған. Енді вымышленный персонаж, бірақ бизнес туралы кітап жалпы. Поль Улицар деген автор. Вот сол маған өте ұнады. Және де бизнес жағынан тағы бір енді төртіншісін айтып кетейін. Энди Гроув деген бар, Intel'дің кезіндегі топ менеджері. Соны «Выживает только параноики» деген кітап бар. Сол кітап өте қатты ұнады. Оны 7-8 жыл бұрын оқыдым ба, өз спискімде жазып қойдым. Өте қызықты. Жаңағыдай кейде біз енді слишком щепетильный болып кетеміз ғой кейбір заттарға, бірақ ол жақта негізі Америкада жаңағы білесіз ғой, Стив Джобс да қалай адам көрмей тұрмай тұрса да соның идеальный дұрыс істеу деген сияқты өте негізі маңызды нәрсе. Бізде кейде тексеріп кофейняда аралап жүрген кезде андай болып кетеміз ғой, айтады ғой енді потолочный негізі біреуге ұнамауы мүмкін деген сияқты, бірақ онсыз да болмайды да. Себебі ол жаңағыдай общепит қой, адамдарға тамақтанды ғой, мысалы өзіміз ішеміз деген сияқты сондай. Сол үшін өте қызықты. Жалпы ол жаңағы IT компания туралы, жаңағы компьютер, сол туралы айтылған. Бірақ өте ұнаған кітаптардың бірі. И фильмы? Так, фильмы. Банальный не бар ғой, бәрі айтатын деп па? Человек-паук дейтін сияқты. Мен атып қожа деп па? Жоқ, енді жақында көрген кітап кинолардың ішінде, фильмдардың ішінде «Человек, который изменил все» деген бар. Ол ана команда туралы да, американский футбол ғой, бейсбол. Кім ойнайды, жаңағы Брэд Питт ойнайды, сол өте қызық. Ол қалай аз ресурстар арқылы командасы первая лига емес, мықты. Ол бір менеджер болды ғой да, бір команданың. На реальных событиях основаны, бюджеттары төмен, но сонда да әр игроктың, ойыншының өзінің несіне мықты ғой. Біреу мықты подающий, біреу мықты жүгіреді, біреу защита. Соны қолданып, жоғары лига кіріп, сонда жетістікке жеткен менеджер арқылы. Сол былай өмірге параллель жазсақ, компанияларда келеді ғой, мысалы сен жас компания болсаң, кішкентай, сенде үлкен бюджеттер жоқ да, мысалы андай адамдардан өтіп, саған мықты корпорациялардың адамдар келмеуі мүмкін бас кезінде. Соларды сен немен қызықтырасың деген. Сонда ограниченный ресурстар арқылы адамдарды үйретіп, оларға сеніп, дұрыс орындарға қойып, сонда нәтиже көрсетуге болады деген сияқты. Екінші кино бұл 1+1 деуге болады, мында бәрі біледі оны. Ол неге үйретеді, сол кітап деп кино. Ол да на реальных событиях, білуімше. Ол анда қарапайым нәрсеге қуана білу деген. Біз көбінесе өмірде кейбір нәрсені бағаламай кетеміз ғой. Как так и должно быть деген сияқты. Мынау бар, жақындарымыз бар, материалдық заттар бар деген сияқты. Сонда мысалы коляскада отырып, мысалы денсаулығы жоқ. Болса да, бірақ жағдайы бар да, бірақ денсаулығы жоқ. Өте қымбат нәрсе. Бірақ соның өзінде ол кішкене өмірге позитивті қарайды. Және де ана жігіт қандай проблемалар болса да,
нетсе да жаңағы бағушы болып жұмыс істейді ғой жанында жүреді вот ол да негізінен жаңағы кедей болса да соған қарамай өмірге деген андай позитивті несі бар, сондай көзқарасы, вот сондай соны керемет үйренуге болады. Ну Шишкина енді тоже классика ғой. Кімді айтуға болады? Уилл Смиттің киносы жаңағы тоже на реальных событиях, погоня за счастьем, тоже жаңағы мықты трейдерға болған, Уолл-стритта жетістікке жеткен адам туралы жаңағыдай үйі болмай, жұмысы болмай, қандай қиыншылықтар болып баласы екеуі жүріп, ол неге үйретеді бізді? Ол үйретеді табандылыққа, соңына дейін баруға, берілмеуге деген сияқты. Қандай қиыншылық болса да жұмысын соңына дейін істеу, адамдармен келісе білу, және кейбір андай нестандартный ситуациялардан қалай шығып кету, жаңағы сөздер арқылы, жаңағыдай әзіл арқылы шығып кету, соны үйретеді. Енді мүмкін банальный болуы мүмкін, бірақ қазір еске түсіп тұрған маған сол осы фильмдер болып тұр. Ал жаңағы айтқандай бір тұтар идол деген жоқ, бірақ айтқандай шетелдік мысалы бір нелерден үйренетін бар да, кітаптарынан, мысалы жаңағы не жағынан, видение жағынан, продуктты мықты жасау арқылы, мысалы Стив Джобс, Уолтер Айзексонның кітабы бар ғой, автобиографиясы, сонда мысалы айтады да, содан үйренеміз. Біздің мысалы қазақстандық кәсіпкерлерді алғанда өте мықты кәсіпкерлер көп, біреулер публичный, біреулер не публичный да. Публичныйлардың ішінен алған кезде мысалы кім Марғұлан Сейсенбайды айтуға болады. Адам мысалы YouTube каналдарда көп тегін беретін, айтатын заттар бар, кітабы бар, мысалы миссия выполнима деген кітабы бар. Содан үйренуге болады. Онда жалпы андай көзқарасы онікі философия ғой, больше философский, дін, сол жағынан бизнес жағынан алып жүреді. Одан бөлек мықты масштабқа шыққан бизнесмендер айтуға болады. Сол Кустом групп бар, иә, ол жақта мысалы Еркін Татиш, Көпбайыл деген партнер бар. Олар мысалы Вьетнамда бизнестер бар, әлемнің көп елдерінде масштабқа өскен мықты кәсіпкерлердің бірі. Айдар Рахымбаевты айтуға болады, мысалы BI групп жаңағыдай жоқтан жасаған серіктестермен бірге қазір қандай деңгейге жетіп отыр, мысалы компаниялар. Сондай кісілерден, ағалардан үйренетін нәрсе көп. Сіздің идеальный күніңіз? Таңертең тұрып, ұйқы қанып тұру керек, ерте тұрсаң да. Сосын кітап оқып, таңертең оқу керек. Потому что кейде көп жағдайда уақыт жетпейді, кешке оқисың ғой, ұйқың келіп отырады. Сосын түске дейін барып, жұмыстарды бітіріп келу. Жұмыстар, кездесулер, маңызды жұмыстарды түске дейін, түстен кейін жаңа отбасыға көңіл бөлу, балаша бірге барып, біртіп деген сияқты, балаларға көңіл бөлу, төңдерге. Кешке қарай кеп бірге бір үлкен столдың ортасында бірге тамақтануға, отбасымен, жақындармен әңгімелесіп, әзілдесіп деген сияқты. Негізінен сондай шығар, идеальный день негізінде. Күнім 6:30 кезінен басталады, 7 кезінен. Және де идеальный день болып кетті, негізінен не кіргізу керек, жаттығу кіргізу керек. Сонда прям идеальный день болады. Аптасына минимум 3 рет болып тұрса, спорт. Вот сол идеальный, да. Сізде орындамай қалған бір арман бар ма? Бүгін кішкентай кезіңізде бірден армандадыңыз. Немесе әлі орындалмаған. Армандар көп қой негізінен. Армандар бар, мақсаттар бар. Андай қатты бүйтіп өкінетіндей немесе ондай заттар жоқ. Арман деген қазіргі армандардың негізінен бәрі орындауға болады. Мысалы болмаған елдерге бару, иә, мысалы мақсат бар. Бірнеше жылда мысалы неге ақш-қа бару деген ой бар. Жапонияда болғым келеді, мысалы. Сондай көріпті, сол елдерді экскурсияға барып деген сияқты кейбір компанияларына, қалаларына. Сондай жаңағы бір армандардың бірі, жаңа айтқандай, әлемдік деңгейдегі компания жасау. И жаңа
әлемнің көп елдерінде болу, жаңағы мыңнан аса кофехана ашу, ол арман, жаңағы цель дейді ғой, цель деуге болады. Негізі жұмыс істесе, уақыт болса, бұйырса оны жетуге болады. Сізде бакет лист бар ма? Оларды салмай деймін, осы істей керекпін. Ондай бакет лист жоқ әзірше. Жасайтын шығармын. Әр жылға не бар? Жыл біткен кезде жоспар бар. Осындай істеу керекпін деген сияқты бар. Оны әрине ол әрқашан шықпайды, идеально. Бірақ соның бір 80% орындалса, оны өте жақсы нәтиже деп айтуға болады. Ол жағынан жаңағы кім планирование жағынан кімнен үйренуге болады. Марғұлан Сейсенбайдан кайдзен планирование деген сияқты өте маңызды екен. Себебі біз кейде бірден жазып кетеміз, ұмытып кетеміз, басымызда сақтаймыз заметка. Бәрін кәдімгі систематизация істеп, егер жаңағы жылдың басында цель жазып, мысалы 10 цель жаз, яғни 20 жаз дейді. Егер жазған өзінде ол жаңағы ықтималдығын 20-30%-ға көбейтеді, орындалады деген сияқты. Сіз даже жазып қойсаңыз, қолыңызда жазбасаңыз мүмкін оны бір 2 орындауы мүмкін. Жазып қойсаңыз 4-5 орындалады. Себебі жатталып мида және де біздің миымыз біз байқамасақ та подсознательно жұмыс істей бастайды. Бір идеялар келеді, кейбір адамдармен кездестіреді, жүздестіреді. Соған әсер етеді. Мен оны өзім тәжірибемде байқадым. Рас жұмыс істейтін нәрсе екен. Әрине енді әрекет ету керек, жазып қойып жата бермей. Но жалпы жазбағаннан гөрі жазған дұрыс. Электронды түрлері бар, жаңағыдай программалар бар, Trello деген сияқты сондай. Кейін жастарға беретін бір екі кеңесіміз. 1-2 сөзбен қысқаша. Жастарға беретін әрқашан оқыңыздар, тоқтамаңыздар, дамыңыздар. Себебі заман тез өзгеріп жатыр ғой. Бір ай бұрын немесе жарты жыл бұрын актуальны болған заттар қазір ескіріп кетіп жатыр, кітаптар сияқты ғой. Мысалы, сол үшін әрқашан қарап руку на пульсе ұстап тұру керек та, өзің салаңызда. Мысалы, сіз айтисыз немесе ғылым жағынан немесе спорт жағынан болсаңыз да, әрқашан зерттеп, ізденіп оқып отыру керек. Постоянно оқу керек. Негізінен вот сол, екіншісі жаңағыдай қандай шешім қабылдап жұмыс істесе де жаңағы нені болу керек та, репутацияны болу керек. И өзіңізді ана адамның орнына қою керек та. Бірден істеген кезде сол адам маған істесе қалай болушы еді деген сияқты сондай. Жалпы жеке өмірде де бизнесте де өте маңызды. Win-win болу керек дейді ғой, екі жақта. Әрине кейбір жағдайда қатты идеально болмайды. Жалпы соған тырысу керек та. Екі жаққа да пайдалы, екі жаққа да жақсы болады. Көбінесе бизнесте андай кітаптарда бар, қатты бәрін нету керек, агрессивно деген сияқты. Американский подходда кішкене. Бірақ енді краткосрочно кейде жеміс әкелуі мүмкін, бірақ долгосрочнода кейін нәтижелері ашылмай болмай қалуы мүмкін. Атак әлі үлкен аға емеспін. Андай кім сияқты жасы жеткен, көп жылдық мүмкіндігінше сондай әзірше тәжірибе. Көп оқыңыздар, жаңа айтқандай. Қазір мүмкіндіктер көп. Әртүрлі подкасттар, бірақ информация тым көп, ол да жаман фильтровать ету керек. Оқу керек, кімді оқу керек. Әртүрлі адамдар әртүрлі айтуы мүмкін кейде информацияны, тексерілген информацияны оқу керек та, негізін пайдалы. Жалпы сол. Рахмет аға. Сізді көргеніңізге қуаныштымыз. Бұйырса сізге алдағы жоспарларыңызда сәттілік тілейміз. Айтқан кеңес барлығы үшін рахмет. Сол. Дамай беріңіздер аға. Мастер кофе жасасын. Бұйырса 1000-ға жетсін деп. Бұйырса, сол шақырғандарыңызға рахмет. Айтқандай мен бірінші подкаст. Дайындалмай келдім. Зато бәрі андай. Ойланатын сұрақтар болды, жаңағыдай сіз жауап бергенде. Оған кішкене ойланып жауап беру керек, өзіміз үшін деген сияқты. Сондай. Үмітім енді кім көріп отыр, көрермендер, жастар, студенттар, мектепте оқитындар болсын, бәріне пайдалы болу деген ойдамын. Сол. Атак сұрақтарыңыз болса, Инстаграмда бармын деп па? Жазсаңыз болады. Бүйтіп шарқ. Сол жақсы, рахмет. Сол, рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.
Давайте. Достар, бізде жаңа ғана Саят ағамен подкастымыз аяқталды. Жалпы қысқаша түйгеніміз, мен мысалы өзім кофе жайлы көп білім алып алдым негізі. Жалпы өсиеттері барлығы ұнады, кеңестері, максимально аштық деген адам. Өзі де біраз негізі андай әңгімелерін айтып. Ол кісі айтып отыр, бірінші рет подкастқа келдім, және де дана заказдарымды айтты, сұрақтар жоқ. Біз заранее сұрақтарды бермедік, зато искренне болды деген айдамыз. Жалпы сол көзап маған ұнады. Андай нелер көп айтты. Болды ғой, умный сөздері ғой. Андай бірдеңке Жаңа сөздер көп. бірдеңке деп бір сондай заттар көп айтты да, и түсіндіріп жіберетіндей заттар бар енді. Иә, сізбен келісім. Көп нәрсе айтты, барлығы айтқан зат ұнады, бірақ өзім осы жерде былай түртіп алғаным. Біріншіден бір неге жетістікке қатты асықпайды. Жетістікке сенетінін біледі де, сол үшін де аз-аздан әр нәрсені көріп, сөйтіп жетеді екен. Асықпайды. Ең бастысы өзінің репутациясын ойлайды. То есть әр нәрсені ұқыпты қарайды, өзінің атына брендіне кір келтірмеу үшін. Және екінші ұнаған нәрсесі, бағанағы рол модел дейтін сұрағында жауабында ұнады. Мысалы, айтады да, рол модел жоқ дейді, себебі әр адамнан, әр заттан өзінің бір түпсетін зат болады дейді. Сол үшін де бір адамға тірелмеу керек, каждый сөйлескен адаммен, сен алдына келіп жатқан заттардың да, адамдардың да осыдан болсын келе бермейді. Сол үшін де әр алдына келген қиыншылықтарды адам болсын, соның барлығынан бір пайдасы бар. Түтетін зат бар, үйренетін зат бар, оқитын зат бар, қарастыратын зат бар. И солай өзінде қалыптастыруға болады. Сол айтқан ұнады. Антан жалпы подкаст жақсы өтті. Жақсы, иә. Дана таныстық болды. Ол кісімен бірінші рет көрдім негізі. Нәрсе көрген жалпы. Қатты болған жемейді. Қарамайтын. Білмеймін, жаңа дүние ашылған сияқты мен үшін. Жаңа адам, жаңа кофейня мен үшін ашылды. Зато детально все узнал. Иә, құрметті достар, бізде студия ауысты. Біз басқа студиядамыз. Саят ағамыз осы студияның сол кездерін ашып жатыр. Бұйырса, алдағы подкасттар осыннан сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Осы жерде екеумізден басқа да за кадром жұмыс істеп жатқан қаншама жігіттеріміз бар. Сол кісілердің арқасында осындай керемет студия тапты. Сол, қысқаша осымен біздің подкастымыз тамам. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Және сіздер бізді көргендеріңізге тоже қуаныштымыз деген ойдамыз. Сол, сіздермен ағайын подкаст. Біз сіздермен Сұлтанғали Марғұлан, Махамбет Абылай. Біз сіздермен тағы жүздесеміз. сау болыңыздар. Как өскенше. Іс түскенде басыңа қарасатын ағайын, ұзақ кетсең алысқа палашатын ағайын, жетпей тұрған жеріңде жеткізетін ағайын, талабыңа биіктен ой тастайтын ағайын, талабыңа биіктен ой тастайтын ағайын.